Сен кімсің? Рухани ұстаз. Сен не үшін келдің бұл өмірге? Бәрі өздеріне есеп беріп қарбаласып жатыр. Айгерім Сейфуллақызының біз эфиріне уа, дофамин көтеріліп жатыр. Келесі жылға не істеймін деген сұрақты қаңтар айынан бастаймыз. Әзірге не істедім? Ата-анама қамқор жасай алдым ба? Мен не істеп жүргенін білмеймін, әйтеуір жұмысқа барып келем болды. Жылдың аяғында ескі шапанды тастап, есігін тұзбен жуып, жарияға жар салып, ақылшы болмай, одан да іспен дәлелдеді. Жабылы қазан жабылы түрінде қалу керек. Болды. Ойды басқара алмаған адам ешқашан баймайды. 80% адамдар тұтынушылар. Алуды ғана ойлайды, аш көздер. Үлкен аулаларда қыздардың жерге аунап жатқанын көремін. Синтетика шегіп алған меф қыздар, ертең келешек ана. Үйден 120 миллион ақша кетті, үйді салып жіберді, әкемді ұрды, шешемді. Жаман ауру көбейіп жатыр дейді. Керісінше айтпаңдар. Жақсы болып жатыр. Көбейіп жатқан жоқ. Енең қандай қабылда, жолдасың қандай қабылда. Ойнайтын еркек, қыдыратын еркек, ішетін еркек, ұратын еркек. Жолдасы ішіп келді. Сол мезетте фокусты бұрып жіберу керек. Ты себя не вини дейді. Вини своих предков дейді. Сенің бойынан әйелдік қасиетің жоғалмаса, ер азамат ешқайда кетпейді. Ақша бар, ондай әйелдер өте көп казинода жүрген. Ажыраса алу жеңіл, бірақ ол жерде бала не болады? Өзің үшін өмір сүр. Сол үшін арасында ұрсатын өзіңнің шалың керек. Жалғыз келдім өмірге, жалғыз кетем. Көнудің түбі ауруға алып келеді. Мал таппасаңыздар, әйелдің де баланың алдында қадір құрметіңіз болмайды. Ол кісі қайдан білім алыпты? Қандай дипломы бар деп өткенде менен сұрады. Ол бізге мәртебе емес. Ақша әйелге салынған. Ер азамат шикізат. Әйелге деген махаббат болмаса, ер азамат ештеңе істегісі келмейді. Армысыз көрермен, сіздердің назарларыңызда менің кезекті сұхбатым. Бүгін менде қонақта рухани ұстаз Айнұр Бектұрған. Айнұр ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік. Қазір жаңа жыл келе жатыр. Жылды аяқтап, бәрі өздеріне есеп беріп, бір жанталасып, қарбаласып жатыр. Осы кезде әдетте қарыздарын жабуға тырысады, үйлерін тазалауға тырысады, бір жұмыстарды аяқтауға тырысады. Қандай қателік жібереді көбінесе адамдар? Қайырлы күн. Көрермендерім, оқырмандарым, халқым. Міне қазақтың өзінің тәртібі бойынша, өзінің ұстанымы бойынша бұл біздің өзіміздің мұсылман айы наурыз айынан басталады шын мәнінде. Енді бұл біз үшін, қазақ халқы үшін қандай уақыт десеңіздер, бұл өзінің есеп беретін уақыты, өзінің бойын тазалайтын уақыт. Яғни отырып жылдың аяғында адам кем дегенде 1-2 күн өзімен қалып, яғни ойлану қажет. Не істедім? Келесі жылға не істеймін деген сұрақты қаңтар айынан бастаймыз. Әзірге не істедім? Яғни бір тұлға ретінде, адам ретінде қалдым ба? Қандай бір мәртебеге ие болдым ба? Дипломаттық қарым-қатынас ұстадым ба? Тума-туыспен қарым-қатынасты бұза алған жоқпын ба? Бұзбадым ба? Оларға ешқандай зияным тиген жоқ па? Оларға тілім тиген жоқ па? Кімді ренжеттім? Сол тумаларға барып кешірім сұрайтын жыл. Қазір не үшін екенін айтамын сіздерге, ол өте маңызды. Одан кейін қамқор жасай алдым ба? Ата-анама қамқор жасай алдым ба? Олардың сұраған бере алдым ба? Балаларыма қамқор жасай алдым ба? Әйеліме демекші. Одан кейін міне қандай да бір мақсатыма жете алдым ба? Мысалы 10 мақсат қойдым. Аллаға шүкір 2-3-іне қол жеткізім, қалған келесі жылға қалдырам деген секілді. Одан кейін өзімнің бір имидж деп айтамыз ғой, бір брендімді жаңағы құра алдым ба? Жеке бренд деп айтамыз ғой, мысалы. Жеке бренд ең бастысы мынау ортадан басталады. Өзіңнен басталады. Сен кімсің? Сен не үшін келдің бұл өмірге? Жұртқа дәлелдемес бұрын сен бірінші өзіңнің ішкі қасиеттерін шығарып ал, не бар, қандай продукты бар деген секілді. Мысалы, мен әрдайым айтам, сіз 10 адаммен отырдыңыз, ерте сол той томалақтан шығып кеттіңіз, сол отырыстан. Сізге адамдар сол жерде отырғанда сұрақ туындатады. Бұл әйел кім деген кезде, мына Ерболаттың, мына Асылбектің әйелі ғой дейтіндей сондай болмау керек та. Сіз өзіңізде мықты дәрігер, бірінші санатты, мықты ұстаз, мына адамның санасын сол мәметте 15 минутта түсінікке алып келетін, ерекше математика сабағынан беретін, осындай бір ерекше ұстаз ғой. Қасиетін, көрдіңіздер? Содан кейін мына біз биылға рухани азық бердік па? Өйткені қазақта бар ғой, өлі риза болмай тірі байымайды. Қанша мал шалдық, зекетімізді бердік па деген секілді. Міне осы сұраққа жауап беріп, енді өзіңнің отырып, енді нәтижеңді шығар. Оның бәрі жақсы екен, қарым-қатынас бұзған жоқпын, мақсатыма жеттім, өзімді тұлға ретінде қалыптаса алдым, мәртебемді көтердім, абыройымды төккен жоқпын деген секілді, міне соңғы өзіңе нәтижені жазасыз.
содан кейін өзіңді бір Құдайдың алдында рахмет Алла аман есен шыққаныма, енді еккен егісімнің жемісін жеген үшін рахмет деп шығу керек та. Ал енді біз сол баяғы жартас, сол қалыппен кіретін болсақ, мына егер ғылыми түрде айтатын болсақ, энергия деген бар. Қазақта оны алапат күш деп айтады. Сол проблеманы мына келесі жылға кіргізуге болмайды. Ол ұласып қайтадан 9 жылға басып кетеді. Түсініп отыр ма? Бұл енді біз көптеген білімдерді алдық қой, енді жалпақ тілмен көбінесе мынау сөйлегенді ұната бермеймін. Білім түрінде мынау дәлелмен сөйлегенді өзім ұнатам. Сол үшін бұлардың барлығы дәлелденген. Егер сол қалыпты, сол оймен, сол уайыммен, сол қайғымен, сол ауру екенмін, мен сондай жаңағы жетістікке жете алмайтын, сондай жолым болмаған, маңдайым ашылмаған адам екен деп кірсеңіз, сол қайтадан жұмыс жасай бастайды. Сол үшін әрдайым айтам, жылдың аяғында ескі шапанды тастап, жаңа алтынмен апталған, күміспен мына бойым бәрі тігілген сондай шапанмен кірсеңіздер, өздеріңізге наурыз айында осы жаңа есіктер ашылады. Бұл дәлелденген. Өйткені бұлардың барлығы біздің аталарымыз өмірде пайдаланған. Міне. Ал бізде енді әдетте қалай, біреуден қарыз алса, сол қарызды жауып тастауға тырысады. Сосын бір үйді тап-тұйнақтай қылып тазалап, бір сонымен ғана шешілетін сияқты мәселе. Я болмаса, жаңағыдай келер жылға бір жоспарларын жазып, түрлі аффирмациясын жасап, есігін тұзбен жуып, жеңіл ілімдер. Жеңіл ілімдер, адамдар не істеп жүргендерін өздері білмейді. Жаңа сіз айтып жатырсыз ғой, биылғы жылмен жабу керек та, келесі жылы мүлдем басқа болу керек деп. Кейбір адамдар айтады, жылдар өтсе де бір проблемадан арылмай қойдым. Менің жолым ашылмай қойды. Мен не істеп жүргенін білмеймін, әйтеуір жұмысқа барып келем болды. Бірақ одан ләззат алмаймын. Өз-өзімді таппай жүрме дейді. Сондай адамдарға не айтасыз? Енді бұл жаңағы ғой, енді айналып келгенде сол энергияны кіргізеді. Сол есікті жабылы, қазан жабылы түрінде қалу керек. Болды. Мен бүгіннен бастап басқа айгүлмін деген секілді. Мына әлемнің заңы, мына өмірдің заңы бар. Әрдайым айтам, бірінші Құдайды тану, тану үшін өзіңді таны. Өзіңді танығаннан кейін дүниені танисыз, дүние танығаннан кейін Құдай танисыз. Сол үшін әкем бала кезіме айтатын тұғын, өмірдің заңын үйрен, өмірдің заңын үйрен деп. Сол өмірдің заңын үйренгеннен кейін міне ғылыми түрде дәлелдеп сөйлейтін болдық. Сол үшін жаңағы жеңіл білімдер, оның бәрі енді ниет қой, жаңағы сенім ғой, түбі жақсы болғым келеді, жаңағы үйді тұзбен жуу деген бәрі бір тазарудың бірақ жеңіл түрі да. Мына баланың үйде жаңағы өзінің столын үстін тазалаған секілді. Бірақ біз түбі негізге баруымыз керекпіз да. Түбіндегі мына неден болып тұр? Бұл жайдан жай болып тұрған жоқ қой, қарыз деген. Бір жерден менде кінәрат кетіп тұр ғой деген секілді, соны мына қазып тауып алу керек та. Ал мына бүйтсем байым, бүйтсем қарызым жабылам деген, сосын болмаса бүйтіп бар ғой, жеңіл 7 рет шапақтасаң жаңағы ақша келеді деген секілді. Жай оның бәрі иллюзия, ума сананың қиялы. Шын мәнінде қандай да бір жауапкершілікке мына саналы түрде тура қарауға тырысу керек деп ойлаймын былайынша. Ал жаңағыдай жеңіл түрде терезе жуу, есік жуу деген бәрі, оның бәрін берем дейді Құдай. Бірақ енді ол ішіңде шешілмеген дүние, ол қайталанып тұра береді. Бізден іштен кетіп тұр да. Сол үшін біз әрдайым айтамын ғой, Абай атамыз айтады ғой, нақлия, қақлия деген бар. Сол біз көбінесе осы қақлия, яғни мына айтады ғой, бәтини дүниелерді жөндеуіміз керек. Бәтини деген біздің ішкі жан дүние. Егер біз оны сол бәтини жағынан мақтап, неден болып тұрған, не үшін қарыз алып тұрмыз, значит менде эмоция өте көп, асыра сілтеп біреуге дәлелдеп жатырмын ба, сол үшін маған не үшін қажет ол машина, не үшін қажет мынау бизнес деген секілді, маған оған әлім жете ма? Мына өмірдің заңы бар да, 9 компетенция деп айтамыз, 9 құзыреттілік. Соған байланысты біз үйретеміз. Қазір сен бизнес ашатын жылы емес. Асықпа, сенің хәлің түсіп тұр. Адамның бойында хәл болмаса, сен қай жерге барғанмен де сен есіктерің жабық болады. Бойыңда қуат жоқ. Ақша деген қуатқа келеді ғой. Адамда ой көп та. Азаннан кешке дейін соткада жатады, әр нәрсені ойлай береді, соның ойын қаяқта, соның бәрі энергияны алып кетеді. Ал энергиямен бірге ақша кетіп қалады да. Сол үшін біз бірінші кәсіпке жібермес бұрын адамдарды, қандай да бір қарызға кірмес бұрын ең басты ойды нықтаймыз. Ойды басқара алмаған адам ешқашан баймайды. Бұны бізде әрдайым айтам, қыздар білет, қаяқта оқыған Японияның үлкен ұстазым үйреткен болатын. Сол үшін бізге ең басты ойыңды басқара алуды үйретеді. Осы жерде отырсың ба, маған тура қарап, мені тыңда, есті, ұғын. Соның өзі үлкен
өнер. Ал осы жерде сөйлесіп отырып біз ойымызды жан жаққа жіберсек, біздің энергиямыз жоқ, біздің бойымызда қуат та жоқ, ал ақша сол қуатқа келеді. Міне адамның банкротқа да кететін, кризисқа да ұшырайтын себептерінің бірі осы. Азаннан кешке дейін соткада жатып, фокустың бәрі осы дүниеге кетсе, ақша қайдан болады? Сосын барады да бәрін кредит қалады. 0,024 бөліп төлеу деген тіпті азық-түліктің өзін соған алады, және өзгелерге еліктеп брендті де соған, алтынды да соған алып жатыр. Қазір тұтынушылық кредит өте көп мөлшерде Қазақстан белшесіне батқан қарызға. Әрине, мынау адам өзі әрдайым айтам, 100% деп айтамыз, 100%-ын адамдардың санаттары өзі бөлінеді, 80% адамдар потребительский сознание дейміз, тұтынушылар. Олар тек қана алуды ғана ойлайды, аш көздер. Яғни мына бір жерден алып қалсам, жымқырып қалсам, тез алып қалсам деген бұл сананың ішіндегі ой. Яғни қазір айтады ғой, бедный мышление, богатый мышление деген. Ол олай жұмыс жасамайды. Одан кейін 13% производителер, яғни өндірушілер. Осы өндірушілер именно маркетинг саласын игеріп, осы мына тұтынушылардан ақша істейді. Қалай? 1+1 жаңағы. Мына нелер шығарады ғой, акциялар. И адам, міне, сол адамдармен басқаратын адамдар. Бұлайша тобырдағы адамдар ғой. Бағана айтып кеткендей, тобырдағы адамдар әрдайым сол дүниеге, маркетингке ілініп қалады. Маркетинг, акция деген ол ешқашан ұтылмайды. Акция деген ол жоқ дүниеде, жеңіл ақша жоқ та оларда. Бәрін айналып келгенде алдын ала олар дайындайды. 1 ай, 2 ай бұрын. Есептері бар. Сол неге мыналар құрдымына түсіп қалады, қақпанына түсіп қалады. Сол үшін бұның бәрі ойдан тұрды. Біз соларды үйретеміз. Мына потребительский сознаниемен тұтынушыдан осы өндірушіге шығыңыздар дейміз. Сол кезде қандай да бір мына қызылды, жасылды мына рекламалар бар ғой, соған адам ілінбейді. Өйткені ол сенің мақсатыңа керек па? Сол үшін бірінші сол мақсат жаздыртамыз. Сенің мақсатыңа сол халат керек па? Сенің мақсатыңа жету үшін сол аяқ киім керек па? Сен мақсатыңа жету үшін сол джип саған керек па? Бірінші мақсатыңа қол жеткіз, ақша келетін жерді дүниені дайында, содан кейін бар, қалған өзі келе береді. Көріп жатсыр ма? Ал бізде олдай жоқ қой. Оны үйрететін адамдардың саны енді жай шығып жатыр деген ойдамын, енді көбінесе біле бермеймін. Сол үшін бірінші адамның ойымен, яғни жаңа айтады, тұтынушыдан және өндірушіге шығарамыз. Енді сен не бересің деген секілді. Міне, сен ілінбе оған. Сен бір зат өндір, производствомен айналсын, нан пісір, наубайхана аш деген секілді. Осы қарызға кірген нәтижесінен, мен мысалы өзім алысқа бармай-ақ қойын, өзім маңайымда да кейінгі кезде жиі еститін болдым, отбасылар ажырасып жатыр. Қарыз, ол қарыз қайдан келді? Жаңағы күйеу ойын құмар, ішімдікке әуес, я болмаса синтетика, қазіргі есірткіге құмар. Кешеде айтып жатырмын ғой, енді семинарда азында ерте таңғы 4-те, 5-те, 6-та тұрып, кейбір кезде кеш тұрып қалатын уақытымыз бар. Сол кезде тұрған кезде мынау үлкен аулаларда қыздардың жерге аунап жатқанын көремін. Синтетика шегіп алған меф қыздар, ертең келешек ана, біз солардың бәріне бейжай қарай алмаймыз. Мына тектілердің қаны дейді ғой, енді ол әрдайым жүрегі соғып, қаны қызу басына шауып тұрады екен. Соларды көрген кезде көзіме жас аламын. Бұлар ертең ана болады, балалар қалай болады. Жас балаларымыз рюкзактары жерде, сөмкелері жерде жатады да, сол 8-ге таяу естерін жетмей пока. Мына мен жаңағы жүріп келем дегенше, жаңағы серуендеп келем дегенше, оларды есін жиып жатады. Мысалы, қандай қазақтың қыздары да іштері ашылып жерде жатқан кезде, аналар не қарап отыр деп сұрақ туындайды санаңда. Солардың бәрі сен іштен жегідей жейді. Ертең бұл жерде менің балам емес, бұл өзгенің баласы деп қарай алмаймыз. Өйткені менің де ертең немерелерім келеді, менің де шөберелерім келеді, бұлардың балаларымен дос болады деген секілді. Сыныптан басқасын бәрі жұғады. Біз осы бастан оларды жөндесек, бұлардың саны азая ма? Әрине азаяды. Ажырасуды жаңа айтып жатсыз ғой, ажырасудың бәрін себептері бар. Егер солардың барлығына біз қазір тоқталып кетсек, мына адамдардың санасына түсініп келеді. Қазіргі таңда мына эфирларды қарасам, жаңа сіздер айтасыздар ғой, лудомандар, мына синтетиканы шегетін адамдар, құмарлыққа кеткен адамдар, тәуелдікке кеткен, бірақ сөзбен айтқанда, тәуелді адамдар эфирларды қарап отырсам, тек қазіргі болып жатқан жағдайды ғана айтады екен. Ұрады, соғады, баланың бойында үрей пайда болады. Тағы да не, мынау үйден 120 миллион ақша кетті, үйді салып жіберді, әкемді ұрды, шешемді. Ол керек емес бізге. Тіпті туған
әкесі қызын пышақтап тастады ішімдіктің кесірінен. Иә, олардың бәрін біз көріп отырмық. Не үшін бұларды айтпауымыз қажетпіз? Өйткені көбінесе мен қазақтың аталардың, яғни мықты бәрібір ол қазақ ұлт деп бөлмейміз ғой. Мысалы, Иман Ғазали атамыз бар, Жалалидин Руми әулие аталарымыз бар, мысалы Бұхарадан тарағанда, осылардың білімдерін ұстанамын да. Олар бұндай аурулардың атын айтып, мына өмірде заң бар да, өмір естіп қойса, оны қайталайды. Мысалы, әжем айтатын, анам айтатын, жақсы жатқа таңғал дейтін. И оны халықтар мына эфирларда айтып жатыр да, олар ұрады екен, үйден 120 миллион алып кетеді екен, әйелінде салып жібереді екен, сол құмарлыққа деген кезде, қалай ол деген кезде, сол отбасына келеді да. Түсініп жатыр ма? Қазақ осының бәрін білген да. Кешеде қыздар айтып жатыр да, мына қасқырдың атын не үшін айтпаған? Үлкен дәу деп айтқан. Өйткені малды дәуге міне ақпарат барады. Сол энергияны, яғни энергия деп айтамыз, мынау нұрды тартып алады өзіне қарай, қуатты. Сол кезде ол дәуге де информация барады. Содан кейін келеді, малын несіп кетеді, қырып кетеді. Сол үшін атын айтпаған. Кешеде сол бір эфирде айттым. Жаман ауру көбейіп жатыр дейді. Керісінше айтпаңдар деймін. Жақсы болып жатыр. Көбейіп жатқан жоқ. Сол үшін олардың атын ат өшкір деп айтқан, болмаса қыл тамақ деп айтқан. Не үшін айтпаған? Өйткені оның саны көбеймеу үшін. Біз өзіміз бәле келіп отырық та. Міне, статистика бойынша балалардың осындай аурулары ұлдамада көбейіп жатыр. Жоқ, айтпаңдар деймін. Ең не керек бізге? Неден туындап жатыр? И қалай оны жеңе аламыз? Болды. Ортадағы әңгіме керек емес бізге. Өйткені бізде ортадағы мынау тезис деп айтамыз, сол көбейсе, оның саны көбейіп кетеді. Міне, неден болып жатыр? И онымен қалай күресеміз? Болды. Қалған ақпараттардың бәрін тоқтату керек. Өйткені оның атын айтқан сайын адамда сұрақ туындайды ғой, қалай ол? Сол кезде соның отбасына қуып жетіп алады. Не екен ол деп дейсіз? Сол үшін анам айтатын, жақсы затқа таңғал деп. Егер біз соған таңғалсақ, Құдай саған керек па не сол деген? Сен де білгің кеп тұрмай деген секілді, мына өмірдің заңы іліп алады екен да. Одан да тыныш отырайық. Міне, ойды олмен ластамайық. Біз енді қазір соларды үйретіп жатырық. Тыныш отыр, таңғалма, артық аузынан шықпа. Міне қазір айтып жатыр ғой, балалардың өзіне қол салуы көбейіп, айтпаңдар деп. Керісінше, олардың саны азайып жатыр деп айтыңдар. Үндемей жұмыс жасаңдар. Біліп отырсың ба, көбейіп жатқан, соған байланысты бір нәрсе дүние шығар. Жарияға жар салып, ақылшы болмай, одан да іспен дәлелде, сөзді азайтты. Рас қой. Мысалы, бізді сонда тәрбие алдық. Артық жұлдыз болма дейді. Сол үшін көбінесе подкасттарға шықпайтын сондықтан. Одан да мен іспен жасайын. Тып-тыныш іспен көрсетейін, бірақ ақылшы болып жұлдыз болмай қойдым. Мәртебе, мәртебенің бәрі Құдайға лайық дүние. Сол үшін қазіргі таңда, егер мен құмарлықтарды айтатын болсам, Айгерім ханым, ең бастысы адам, мына айтады ғой, последовательность деп айтады ғой, бір ізді жүру керек та. Бір ізді деген адам не, кім, не үшін келген білу керек та. Мына адам жер бетіне жіберген мынандай нұр. Енді ол нұрға, қараңыз, біздің кеудемізде тұр ғой сол нұр, проекция алды Алла. Қандай проекция алды? 5 саусақ бірдей емес, әрқайсына қасиет бердім дейді, әрқайсына қабілет бердім дейді, әрқайсына бір өзінше проекті бердім. Біреу самолет шығарады, біреу вертолет шығарады, біреу үлкен ғалым үйлер шығарады, біреу шығармашылықпен айналысуға жетеді. Өйткені шығармашылық болмаса адамның көңілі көтерілмейді ғой. Ән айту керек деген секілді да, біреу дәрігер болу керек, біреу аспаз болу керек. Әрқайсына бөлек салып бердім, бірақ біріне ұқсамайсыңдар дейді. Енді сол жандағы тұрған қасиетті ашу үшін сыртымызға тән берді. Мен жаңа құмарлықты айтып келе жатырмын да. Енді тәнді не үшін берді? Сол жандағы проектін ашу үшін берді. 33 жасқа дейін дейді, мысалы орда бұзбаған қамал алмайды дейді қазақта. 30-ға дейін бала еңбек етіп, мына барынша мына ыстығына да, суығына да көніп өмірдің, мысалы, сол орта жасқа дейін пісу керек та. Мал жинау керек. Өйткені малым жаным садақасы деген аталарымыз. Не үшін? Малың болмаса, жаныңның проектісін аша алмайсың. Жан үшін. Маған осыны әкем бала кезден үйретті. Одан кейін ұстаздарым үйренгеннен кейін мен түсіндім. Маған айтатын тұғын, еңбек етті, еңбегін жинай бер, жұлдыз болма дейтін тұғын. Жинай бер, яғни ризық жинай бер дейтін тұғын. Еңбек ет, енең қандай қабылда, жолдасың қандай қабылда. Өйткені бұл өмірдің заңы бар. Әзірге сен оны қабылдап, келісіп түсінбейінше, сен басын тоқпақпен ұра береді дейді. Сол үшін орта жасқа дейін сен уже пісіп тұруың керексің дейді. Міне, біздің кезімізде орта жаста 30-дағы балалар медеуді салған ғой. Ал қазіргі балалар, орта жастағы балалар қарасаң, далада әлі міне шегіртке секілді билеп жүр. Ай, қойшы, аман болса болды дейді. Ай, ол бала ертең деген біреудің құлы болып кетуі мүмкін ғой.
ертең 50-ге келгеннен кейін жай ғана таксовать етуі мүмкін. 5 баланы қалай асырайды? Енді Алла бәрін салып бердім дейді, жанды. Соны аш дейді. Міне, мен осыны түсінгеннен кейін, осы екен ғой. Сол үшін бірінші өзіміз танимыз, Құдайды танимыз, сосын барып, міне, уже біздің бойымыздан қасиет ашылады. Сол үшін тәнді не үшін бердік десеңіздер, міне сіздің сұрағыңызға жауап беріп жатырмын. Тәнді осы жандағы проектін ашу үшін, жандағы қасиетті ашу үшін, ол жандағы адам қасиет ашылғаннан кейін орта жастан уже күшейе бастайды. Сол кезде адамның адамға жақсылығы көбейеді. Оны біз ұждан деп айтамыз. Оны былайынша иман істейді. Егер сол иманысымен ана өмірге барасың дейді. Алланың алдына барған кезде жақсылығың көп болды ма, жамандығың көп болды ма дейді. Ал не жинадың? Енді давай, шығар, азығың сол болады сен дейді. Бірақ адамдар оны түсініп жатқан жоқ. Міне, біз өзімізді түсіндік, адам екеніміз не үшін келгенімізде, жанымызда проекті бар. Сол үшін орта жасқа дейін біз еңбек етіп, мына ыстыққа көніп, бәрін пісіп, шыжғырып, яғни тәжірибені жинауымыз қажетпіз. Енема, сол енеңе көне алмай жүрсің ба, келіс. Міне, түсіндім, маған сабақ болған, түсіндім, тәжірибе жинадым. Жолдасыңа күш жина, маған келген екен, мен келісемін, болды. 30-дан кейін болды, енді тоқтат дейді. Тәннің дүниесін тоқтат дейді. Тәннің жаны бар, нәпсі деген. Енді нәпсіңді тойдыртпай, адам жанның несін аша алмайды, қасиетін. Осыны әкем айтатын тұғын, ақылшы болма дейтін тұғын. Орта жасқа дейін бір адамға өмір туралы ақыл айтпа дейді. Қалай өмір сүру керек екен? Өйткені өмірдің заңы бар, сені есің тандырады дейді. Одан да ешкім сені танымау керек, үндемей қызметің жасада, ризығыңды толтырып ал дейді. Содан кейін сол азық саған ертең не береді? Рух береді дейді. Бірақ адамдар өмірдің заңын түсінбейді. Жас кезінде тайраңдап ойнайды, күледі, той-томалақ, азаннан кешкен соткада жатады. Міне, қазақта сөз бар ғой, бейнетіне зейнетін көр дейді. Болмаса, зейнет көресің, түбі бейнет көресің дейді. Көріп жатсыздар ма? Бұл өмірдің заңын бала кезімнен әкем үйреткен. Сол орта жастан кейін біз енді нәпсіні, құмарлық осы кезде басталады. Біз енді нан, үйіміз бар, жайымыз бар, бизнесіміз бар, орта жасқа келдік деп айтайық. Бүкілін жинап теріп алады, сол бәрін қайттан шашып. Иә, енді тердік. Әр қарай енді біз, міне, мына нені шығаруымыз қажетпіз. Азық жинауымыз керекпіз. Азықты қалай жинаймыз? Мал-мүлік бар ғой, енді беруші адамның қатарына қосылуымыз қажетпіз. Беруші. Кетіп баратсыз ба, ол адамға көңіл сыйлау керек. Оны жұмыспен қамту керек. Он адамды жұмыспен қамтыдың ба, уже құлшылық. Міне, мынау нұрланады. Көріп жатсыз ба, уже қызметі басталып жатыр. 2 адам жұмыспен қамтыды болған, сен оның нәпақасын тауып бердің ба? Өмір үйіне бар, ол баласын қуантады ғой. Алла тағала иесін табыңдар дейді. Иесі кім дейді? Сіз қайттан қуантасыз. 10 адам жұмыспен ақшасын бересіз ба? Мына кісілердің барлығын сіз уже құлшылық жасап жатсыз. Түсінікті ме? И жан нұрланады. Көріп жатсыздар ма? Сол нұрлану арқылы азық жинап жатыр. Бұл жан бұл өмірге азық жинау үшін келген ғой. Малды не үшін жинайды? Мына осы жанның азығын ары қарай беру үшін, халыққа қызмет ету үшін. Малым жаным садақасы деген сол ғой. Ал адамдар барады, білім алмайды, мына құмарлыққа кетеді. Мына айтады ғой, үлкен оборотқа барады. Ақшаны жинайды, түсінбейді. Бірақ мына жүрек іштегі мына жер сыздайды. Айнұр ханым дейді, оборотым үлкен дейді. Қанша адам жұмыспен қамтимын дейді. Бірақ түсіне алмай жатырмын. Не үшін мынау сыздап жатыр дейді. Не үшін мен жылап жатырмын дейді. Мына айтады ғой, сен рухани азық қоспағансың. Сен оның орнына сыздаған кезде барады да, брендовый киім алады да, тынышталдырады. Қайтадан сыздайды, жұмыспен қамтиды, бірақ рухани азық жоқ та. Түсініп жатыр ма? Мына қайтадан сыздайды, барады да, орнына көлік алады. Қайтадан сыздайды, барып шетелден Дубайдан бір үй алады. Бірақ түсіне алмай жатыр. Вроде бы адам екінші жағы, бұл жаңағы, бұның екі жағы бар да. Мысалы, біреуі 1000 адамды жұмыспен қамтиды, бірақ рухани азығы бар. Бірақ тыныш жүреді. Көріп жатсың ба? Адамға көңіл сыйлайды. Бірақ екінші бай деп айтамыз, оның да обороты дәл сондай. Бірақ ол жаңағы жұмыспен қамтиды, бірақ рухани азығы жоқ. Дамымаған, санасын дамытпаған. Түсінікті жатыр ма? Өмірге не үшін келгенін білмейді. Сол үшін өмірге не үшін келгенін білмегендіктен оны өмір тоқпақтай береді. Міне, содан кейін бұл ненің құмарлығы? Нәпсінің құмарлығы. Немен жинайды? Бұлар признание іздемейді жұрттарды. Мен осындай баймын, мен осындай үйім бар, осындай компаниям бар деген секілді. Бірақ іштен тынады. Іштен ауырады бұл кісілер. Түбі аурудың көзі ашылып кетеді. Мен түсінікті жатырмын. Бұл дүниенің құмарлығы дейміз. Екінші құмарлықты айтатын болсам,
міне осыны біз түсініп алуымыз керекпіз ба. Неден пайда болады құмарлық? Ортақ меннің жоқтығы. Мемлекеттің өзінің мені бар. Отбасында өзінің мені бар. Міне кеше біз семинарда осы менді құруды үйретіп жатырмық. Мен деген отбасының ұстанымы, мақсаты, бара жатқан бағыты. Мысалы, сіз күйеуге отау құрар алдында, мысалы, сіз қай отбасына баратқанын сұрадыңыз ғой? Кімнің ұрпағы? Деген секілді, мына меннің өзегін құруымыз қажетпіз. Енді бұл жерде ілім ғой, бұл үлкен эгрегорлер деп айтамыз, міне, үлкен энергетический поле деп айтамыз, эгрегорлер болу керек. Мысалы, сіз сол текке келдіңіз, соны мына науканың тілімен, ғылыми тілде оны эгрегор деп айтамыз. Сіз сол текке келдіңіз, енді кімнің ұрпағын сіз көбейту үшін келдіңіз? Түсінікті жатыр ма? Оның ортақ мені бар ма, жоқ па? Олардың ортақ ұстанымы бар ма, жоқ па? Олардың мақсаты бар ма, жоқ па деген секілді. Түсінікті жатыр ма? Олардың аталары өсиет ретінде не тастады? Бұларға қандай мұра тастады? Олардың аманаты бар ма, жоқ па? Сол отбасына келдіңіз ғой. Енді сол отбасы әлсіз болмау керек та. Өйткені балаларыңыз әлсіз болады. Ал сіз ондай отбасында жоқ деп айтайық. Сізге мысал ретінде айтып жатырмын да. Құран оқымаған, рухани білім алмаған, мүлдем қандай да бір өмірдің заңын ұстанбаған, бірақ ақша бар деп айтайық. Сіздің жолдасыңыз мысалда басқа біреуді айтайық. Ол отбасына келген адам байиды. Өйткені түбі Алла тағала бәріне бақ берем дейді. Байиды, бірақ мені жоқ. Жаңағы құрмаған, өсиет құрмаған. Мені жоқ. Міне, байып жатыр. Байыған кезде ақшаның буы болады. Бойында қандай қасиет бар, адамның соны көбейтіп жібереді. Тәкаппарлық болса, тәкаппарлықты көбейтіп жібереді. Ашкөздік болса, ашкөздікті көбейтіп жібереді. Көріп жатсыздар ма? Қан таза емес, ортақ мен жоқ. Міне, бір жерге барып мәнсап отырады, бір жаңағы мынау айтады ғой, отдел басшысы, бөлім басшысы болады, әкім болады деп айтайық. Болғаннан кейін мынау мен болмағасын жаңағы бу көтеріп жібереді. Сол бу көтерген кезде ұстай алмай қалады. Түсінікті жатыр ма? Сол бу көтерген кезде мен ғой, менің арқам деген кезде сол кезде құмарлық басталады. Айтады ғой, ер азамат байыса екінші әйел алады деген осыдан шыққан менің жоқтығынан. Содан кейін барады да, міне көлденең кетеді. Ойын құмар басталады. Өйткені ақшаның буы бар ғой. Көтере алмайды. Көрдіңіздер ме? Алла аяғына дейін тексеріп отырады. Екінші әйел алады, көлденең кетеді. Өздеріңіз білесіздер, көлденең деген не екен? Одан кейін не істейді? Ойын құмар, азартқа кетеді. Казино аралап кетеді. Ішеді. Ішеді, шегеді. Тартқан ақшасын бәріне бу ұстай алмай жатыр. Рульді басқара алмай жатыр, былайша айтқанда. Не үшін? Неден? Жаңағы ортақ менің жоқтығынан. Сонда бұл адам байыған кезде Алла сынайды. Бірінші семірден, әрдайым айтам, сосын ақылдан адастырам дейді. Аяғына дейін күтіп отырады. Не істейді екен деген секілді. Сабаға түсе ме, түспей ме? Ер азамат байыса, бу көтерілген кезде ақшаның буы қатты ғой. Соны айтады ғой, семіздік қана көтереді дейді ғой, қой. Жаңағы семіздікті қойғаны қойды. Оның бәрі наным ғой. Адамды көтере алады, егер білім болса. Өзін санасын түсінсе, не үшін кім екенін түсінсе, не үшін келгенін түсінсе. Сонда қараңыз, мына ер азамат ақшаның буы түскен кезде жайлыққа кете бастайды. Қазақта оны ер азамат жайлықта қабанға айналады дейді. Санасы дамымайды. Ал ер азамат әрдайым арыстан болу керек. Сыртта түзде жүріп ақша, хищник, добытчик болу керек. Сол үшін ер азаматтың ақыл парасаты қатты жұмыс жасап отыру қажет. Мына ер азамат ақша түсе бастаса, буын көтере алмаса дейді, жайлықпен сынайым дейді. Жайлықтан шығаратындай дүние берем дейді. Ол не? Табысыңды түсірем дейді. Кризис, ақшалай кризис алып келеді. Банкротство. Өздеріңіз білесіздер ғой барлығы. Сол. Ал ер азаматқа ол жайсызды. Ал әйел адамзатына ақша түскен кезде, енді қазіргі таңда өзіңіз жаңа сұрақ қойып отырсыз. Әйел адамзат ақша, бизнес, мына батыстың білімдері, мына не дейді, равенствоны үйретіп жатыр да. Біздің дүниеде қазақта болмаған равенство. Тепе-теңдік жоқ. Өйткені қазақ әйел ол 13-ші қабырғасынан жаратты ер азамат. Ол сонда да бір саты төмен тұрады. Гендерлік теңдік қайда болды? Мысалы, тепе-теңдік. Ол тапты ма, сен де тап дейді. Міне, бірақ ол бізде салт дәстүрден қалған, қабырғасы қаланған, міне үлкен үрдіс өсиет тұрды. Біз өсиетті қозғағанмен шаңырақ ортасына түседі.
болды, заң жазылды. Енді әйел адам ақша бітеді, менмендік оянады. Ортақ мен жоқ, оның да буы көтеріліп жатыр. Тәкаппарлыққа кетеді. Сен кімсің? Мен кіммін? Міне, шариғат бойынша адамды бөлуге болмайды. Жаман жақсы деп. Жаман жақсыны мен ғана білем дейді. Адал еместі мен ғана білем дейді Құдай. Сол кезде тәкаппарлық бір кетеді, адамды бөледі. Бөлген сайын 50% ризық кете береді. Содан кейін иерархияны бұзады. Иерархия деген ол жолдас деген ұстаз. Ұстаз, ол ер азамат сонда да бір сат жоғары тұрады. Оған қарсы сөйлей бастайды. Міне, үшінші заңдылықты бұзады. Бәрін қарап отырады. Содан кейін әйел адамның бойына міне ерлік қасиет пайда болады. Мына әйел адам байқайсыз ба, күжірейіп жүреді. Өйткені өзіне жауапкершілік алып алады. Өмірдің жауапкершілігін мен жасай аламын дейді. Бойынан әйелдік сезім кетіп қалады. Өйткені күйеуім жасамай жатқасын мен жасаймын дейді. Сол үшін біз ол ер азамат жасаса да, жасамаса да біз сонда да рөлімізді ұмытпауымыз керекпіз. Әйел қасиетін жоғалтпауымыз қажетпіз, нәзіктігімізді. Бірақ мына ақшаның буы қойсын ба, ер қылып жібереді ғой. Еркектетіп жібереді. Сол кезде мына ердің де әйелге деген мына эрекциясы да бәрі басылады. Өйткені әйел көрмейді оны. Содан кейін барады да ер азамат сырттан іздейді сезімді. Міне, өйткені қасында жүрген менмен бір ер азамат секілді болады. Әйел адам ер азаматқа айналып кетеді. Екі бәсекелес тұрып жатыр. Екі мораль деп айтамыз, екі моралистер келеді. Сонда бұл жерде әйелді немен сынайды? Әйелдің Құдайдың алдында рөлі бар. Бірінші бала, екінші жолдас. Оларды жөндемейінше, сені қандай да бір бизнесқа апарған мен дейді. Мен қайтадан сені орнына әкелемін дейді. Я баламен сынаймын дейді. Я дүние мүлікпен сынаймын. Я қандай да бір жүрекке бір нәрсе махаббат салып жіберемін дейді. Оны өзі біледі, әйелдер қандай махаббат екен. Өзі 7 сынақтың түрі бар. Соның көбінесе осы 3 сынақтан сыналады. Өмірдің заңын біліп алсаңыздар, өте оңай өмір сүруге. Содан кейін әйел сабасына түседі. Алла бір құлатады, тәубеге келтіреді. Алла кешір дейді. Артық кетсем кешір. Содан кейін жолдасына қайтып келетін адамдар да бар. Айнұр ханым, сіздің өткендегі берген сұхбатыңызда мен пікірлерді оқыдым ғой. Неге айналып келіп бұл кісі әйелге көп жүк арта береді? Ойнайтын еркек, қыдыратын еркек, ішетін еркек, ұратын еркек, ақша таппай үйде жатқан еркек, неге айналып келіп әйелге тиісе береді? Мен де сөйтіп ойлайтындым. Үйде ұстап отыратын көбінесе әйел екен. Шаңырақты шайқататын да, тамырды әйел адам әрдайым айтамын, шынар ағашқа теңеген, ағаш тамыры тереңге жайылу үшін әйел өте дана білімді болу қажет екен. Сол үшін әйелге білім алу бірінші парыз. Білімсіз әйел эмоцияны басқара алмайды. Эмоцияның жетегінде шайтандар бар. Ол әйелді адам шайтан басқарады. Ал білімді әйелді ешқандай дүниенің тылсым дүниесі басқара алмайды. Ол не болса да сол отбасын ұстап қалуға тырысады. Әйел адамда 9 рычаг бар дейді. 9 рычаг осындай бір нелерді үйретеді бізге. Ер азаматтың миында, әйел адамның миында үйреткен ғой. Ер азамат бірақ бағытта жүреді екен. Разум, тонкий интеллект деп айтамыз, қазір түсіндіріп айтып кетемін. Әйел адам гибкий ум. Міне тамақ істеп жатады да баланы ойлап жатады. Той томалаққа барса ертеңгі күні ойлап жатады. Міне әйелге сол үшін сондай жүктерді салып берген, енді сол 9 рычагпен сен басқару міндеттісің дейді. Ер азамат тек тұздың адамы. Құлайды, басын ұрады, бірақ үйге қайтып келеді. Егер сен дана болсаң дейді. Сенің бойынан әйелдік қасиетің жоғалмаса, ер азамат ешқайда кетпейді дейді. Міне әйел тыныш отырып, айтады ғой, мінезі, Абай атамыз айтады ғой, идеалы қандай болу қажет деген кезде әйел мінезі байсалды жерге умаянаға теңеген. Міне артық сөйлемеген, сүзгіден отырып, асықпай саралап отырып, сараптап, міне таразыға салып отырып сөйлеген. Қазіргі адамдарда, қазіргі қыз-келіншектерде ой көп, өткен ақпарат көп та, сөзі де көп. Ал ойы көп, сөзі көп адамның бойында мысы жоқ, ол сол адамның сөзінің пәтуасы жоқ дейді. Әйелдер өзінің құндылығын жоғалтып алған. Өткен санасымен жұмыс жасамайды, кітап оқымайды, интеллектін дамытпайды. Айналып келгенде осы құмарлық әйел азаматтың бойында да табылады. Әйел адамзаттың бойынан қалай табылады десеңіз, міне жаңа ақшаның буы кеткен кезде әйел адам сыртқа кете бастайды. Ол да өйткені ер азаматтың қадірі кетеді сол кезде. Ақша бар, ондай әйелдер өте көп казинода жүрген. Өте көп. Қазір әйел адамзаттарында саны көбейіп жатыр.
Үшінші құмарлық бұл қаннан келетін. Ішімдік, ауру, мына лудомандар, яғни мынау әлсіздіктен болады ғой бұның бәрі, жаңағы тәуелділік деген. Сол балаға өтіп кетеді. Ата-ана ол зерттемейді, мына кімге тиіп жатқанын білмейді, оның әке-шесінің қандай болғанын білмейді, барады да сол нәпсі құмарымен тиіп кетеді да, содан кейін артында жылап отырады. Қараңыздар, мына бала дүниеге келгеннен кейін, біле семинарда айттым мен, 1 жастан 7 жасқа дейін баланың психофизикалық орталығы бар, цилиндр деп айтамыз. Ата-ана білімсіз болса, өзінің зәр өлімдерін алмаса, баламен жұмыс жасамайды. Сол психофизикалық цилиндрларды, яғни орталық каналдарды толтырып отыруымыз қажетпіз. Бірде өзіңіз білесіздер, қорқыныш каналы, сезім каналы деген секілді мынау іскерлік каналдары. 4-ке келген кезде, міне осы 4 жасқа келген кезде мұқият болуымыз қажетпіз. Баланың барынша бойына мейірімді толтыруымыз керек, махаббатты. Бала не сұрайды, соның бәрін беру керек. Өйткені жаман бала жоқ. Оны тәрбиелемеген ата-ана. 4 жасындағы махаббатты бере алмады. Цилиндрді, мына бізде шелек бар да, соны толтыруымыз қажетпіз. Барынша толтыру. Сол кезде бала өмірде рухани бай болады. Бірақ ол ата-ана азынан кешкен далада, жұмыста, нанның жолын табудың, табыстың жолында жүргендіктен, сол кезде көп садикке апарып тастайды, көңіл бөлмейді. Сол кезде мына сол цилиндр, мына орталық канал толмаған кезде бала мынандай киллерде болып кетеді. Өте қатыгез болады, суыққанды болады. Міне сол енді 7 жасқа дейін толтырмаған балалар, бұл балалар енді рухани әлсіз ғой. Ал рухани әлсіз бала, ана рухани әлсіз болса, анау 7 атадан келетқан қасиеттің бәрі ана балаға барады. Бір цилиндрға барады. Егер ана әлсіз болса? Ана ортадағы көпір. Өйткені ана ол жай ғана носитель. Баланы алып келді, бірақ солардың бала, солардың қаны ғой. Ал енді ол қаны зерттеген жоқ. Содан ана мықты рухани бай болмаса, зәр өлемдерін алмаса, мына аналардың бәрі қаннан келген ДНК деп айтамыз, генный код деп айтамыз, соның бәрі осы жерге өтіп кетеді. Балаға барады, көбінесе бірінші балаға бармайды. Өйткені бірінші балада көбінесе көңіл біледі ғой. Махаббат болады, бірінші бала болғаннан кейін, 3-4 балаға барып жабысады. Өйткені 4 балаға көңіл бөлмейді. 3 балаға да көңіл бөлмейді. Сол цилиндрлар кімге бос, соған барады да бүйтіп қона қалады. Бұлардың бәрі Москвада дәлелденген ілімдер. Тағы айтам, ойынан шығарып отқан жоғым. Бұлардың бәрі зерттеулі түрде болған, тәжірибемен де өткен. Өте көп әйелдерге жұмыс жасадым. Бір әйел айтады да, мен де білмеппін, осы білімдерден кейін зерттесем дейді. Енді шықты Айнұр ханым дейді. Бала мектепке барған кезде бір нәрсе ұрлап келеді дейді. Қолының сығанағы бар дейді. Алма, білмейді ол, не алып келген, бірақ бір нәрсе алып келеді дейді. Бала 9 жас па? 9 жаста деймін. Есімде, жуықтап айтқанда осы. Содан сіздің білімдерінен кейін дейді, тікелей эфирден, білім алмасаңыздар да болады деймін. Тікелей эфирде зерттегенде, тыңдағанда мен түсіндім дейді. Бұның әкесінің арғы атасы ұры болып, міне, мынау айтады ғой, халықтың алдында не болған екен, былайша айтқанда қара бет болған екен да, сол ұрлығымен өмірден өткен екен. Сосын барып түсіндім, мен рухани азық алмағанмын, зәр өлімдерін алмаған екенмін. Түсінгеннен кейін барып, осыдан болған екен ғой, менен өтіп ана балаға барған екен ғой дейді. Міне, біз әйел көпірді, соның бәрін өткізіп аламыз. Біз білмейміз, ол кезде аталардың біреу өзіне қол жұмсайтын ауру болды ма? Мына суицид аурулары бар ғой. Олардың да бір пәк болды деп айта алмаймыз ғой бәрі. Оларда бір өзінің қателіктерін жасаған шығар. Бұларда бір көлденеңге кеткен шығар, күнәлары бар шығар. Олардың бәрі өтпейді дейді. Ана әлсіз болса өтіп кетеді. Олардың бір атасы ішкен болғанша. Біз білмейміз да, олардың таза емес болған. 8-ші атадан өтпеуі мүмкін, өйткені көбінесе қасиеттер тоқтайды 8-ші атадан. 14 атаға жалғасады ғой, бірақ мына көбінесе 7 атадан бері қарай өтіп кетеді. Әйелдің тілі дейді, 28 атаның жолындағы бүкіл қайғы-қасіреттің бәрін ашып жібереді дейді. Міне, айналып келгенде өзім кезінде келіспедім осыған. Не үшін бәрі әйел? Ана кітапты ашсам да әйел, ана кітапты ашсам да әйел, білім алсам да әйел. Бірақ көнуге тура келді. Не үшін? Өткен санам ашылды. Айналып келгенде баланы да жолдасы да бізге артып қойған екен. Міне, ұстайсың ба? Қазан ошақты ұстай алмайсың ба?
мына түндік ашатын да таңғы жақта таңғы 4-тен өте мына күн шығар алдында мына біздің қараш үйдің түнегін ашатын да әйел көрдіңіздер ме? Ер азамат ешқашан ашпайды қазақта. Не үшін? Айналып келгенде барлық берекені де үйдің де берекесін ұстап отыратын да, балаларды да басын біріктіріп ұстап отыратын да тек әйелдің даналығы мен білімділігі екен. Енді осы әйел дана болса, жаңағы ойнап жүрген ойын құмарлар жалпы тәуелді маңайындағы жолдасын, баласын тоқтата ала ма, емдей ала ма? Әрине. Енді қараңыз, мынау үшінші құмарлықта мынау енді цилиндр толған жоқ қой. Адамдар енді признание іздейді. Яғни сіздер оны мойындау дейсіздер, Ол қалай? Мысалы, бірінші құмарлық мойындау іздеген жоқ. Екінші құмарлық іздейді, бірақ тәуелділікке тез кетеді. Үшінші құмарлық ол признание іздейді, яғни көлік алады, дәлелдейді. Мен осындаймын. Болмаса қандай да бір ортада отырып, әншілермен бас қосып, мен осындай әншілермен бас қостым. Цилиндрлердің бәрі пустой да. Мен осындай ортада жүрмін. Мен осындай адаммен кездестім, көрдіңіздер ма? Мен қандай адаммен доспын? Сырттан не сол цилиндрлар толтырады. Көріп бұл да сол тәуелділіктің бір түрі. Ол да ауру. Ол да ауру. Рухани бай адам кіммен тамақ ішіп отыр? Қай жерде шай ішіп отыр? Қай жерде міне ауқат жеп отыр? Не жеп отыр? Салмайды ғой. Ешкімге ештеңені дәлелдемейді. Өйткені ол рухани бай. Ол тыныш өмірді сүргенді жақсы көреді. Ең бастысы артында қоры бар. Міне, сол адамдар көбінесе сыртқы скорлупа деп айтамыз ғой. Скорлупасы қалың бол, бірақ ішкінде рухани азық жоқ, әлсіз. Мына сырттан признание іздеген адамдар. Ал былайша іздеудің қажеті жоқ. Оның түбі не екен? 1-ден 7 жасқа дейін міне өзінің каналдары толмаған, одан мына ол канал толмағаннан кейін қаннан өтіп кететін дүние бар. Сол үшін қазір әйел адамдардың санасымен жұмыс жасап, осы қаннан өткізбейтін дүниелер жасап жатырық. Қан тазарту деп айтамыз. Текті деген қан тазару. Яғни қан тазармаса, балалар құлай береді, төбешеді. Сол үшін бір адам отбасына жауапкершілік алу керек, зерттеу керек. Сенің атаң кім болды? Мен соны ойламаппын. Сондай адам ішетін еді дегеннен бастап сен жұмыс жасауың керексің. Өйткені бір балаға бір немереден тесіп шығады ол. Ол дәлелденген. Енді қараңыз, жаңа сіздің сұрағыңызға жауап беретін болсақ, не істеуіміз керек біз енді? Ең бастысы біз әйелдердің қыз-келіншектерден бастап жатырық. Ер азаматты түртпеңдер деймін. Түртпеңдер. Ол ойнап жүре берсін. Пока жүре берсін. Біз күш жинап алуымыз қажетпіз. Біз күшті мінезді, міне, сондай байсалды болсақ, біздің бойымыздан үлкен энергия пайда болады. Бір қараған кезде уже не ер азамат түсіндім дейді. Екі ортада бір қорқыныш емес, екі ортада ауызбіршілік сенім пайда болады. Бір-біріне деген ұшқын махаббат пайда болады. Ол дәлелденген, өйткені қазіргі студенттер міне осыны бойынан не істеп жатыр? Алып шығып жатыр. Айнұр ханым, осы уақытқа дейін үйден қуып жүре беретін едім дейді. Сонда құны да жоғалған екен ғой. Қазір есіктің аузынан келгеннен бастап жүрегім дүрсілдейді дейді. Көріп жатсыздар ма? Сол біздің бойымыздағы махаббат жабылып қалғанда. Содан әйелдің энергиясымен жұмыс жасаймыз. Яғни оны қалай? Әйелдің энергиясы бойында қалмаса, балалар жылайды. Балалардың психоэмоционалдық күйлерін бәрі психикасына зақым келтіреміз. Шаңырақты бірінші ұстайтын әйел ғой. Сол үшін барынша жұмыс жасауға тырысып жатырмыз. Ең бірінші, жаңа айтады, өзінің 4 форматпен жұмыс жасап жатырық. Бірінші энергиясын, одан кейін маятник деп айтамыз, одан кейін мына фокусты бұрамыз. Фокустың өзі 4-ке бөлінеді. Қыздар біледі, өздері оқып жатқан қыздар. Және руханилық, физикалық, интеллектуалдық және қоғами, яғни социалдық, осы 4-еумен жұмыс жасап жатырық. Содан кейін эгрегорды құрып жатырық. Эгрегор деген жаңа ортақ мен. Болды. Осы 4-еуі мықты болса, мына тұқымдағы бір бала келешекте я ішпейді, я шекпейді, я бір қандай да бір жолға түсіп кетпейді. Өйткені мынау не мен ұстап тұрады. Менің ішінде аталар бар. Міне, барып қайға барасың дейді. Бер қайт бер дейді. Өйткені өзегін белгілеп қоямыз. Сен кімнің ұрпағысың деген кезде, мен кезінде осы болыстардың ұрпағымын. Мен зергерлердің ұрпағымын. Мен дәрігерлердің ұрпағымын. Біз сол менді жазамыз. Қазақта осы болған ғой. Қазіргі таңда бұны айтатын адамдар жоқ, өйткені өзім әкем шежіресі да. Сол шежіресі болғаннан кейін осылар жасайтын дүн. Содан кейін барып, осы болмағасын екен ғой, ішімдіктердің саны көбейіп жатқан. Міне,
біз былайша айтқанда үлкен формулалардың бәрі қолымызда тұр, әуелі Құдай. Соларды былайша тегін де беріп жатырмыз. Ал ақшаға да айналдырмаймыз бұларды. Тек өміріңе пайдаланшы, жеңіл білімдерден кетіңдерші деймін. Қажет емес, ол бізге керек емес. Біз ұрпақты ойлауымыз керекпіз. Ертең сен кеткеннен кейін, адамдар кеткеннен кейін балалар жыламау керек артта. Әже, сіз маған не тастадыңыз, не үшін мен тағдырым осындай? Ана кітапта бар ғой, Лазаревтің кітабында. Бала кезімнен оқыдым осы кітапты. 8-ші классынан бастап зерттегенде айтады. Если у тебя жизнь не удалась, ты себя не вини, дейді. Вини своих предков, дейді. Көріп жатсыздар ма? Міне, 3-ші құмарлық осыдан асып тұрған. Аталардан өтіп кетіп тұр. Енді не істейміз? Міне осы 4 бағыт бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Енді қараңыз, энергиясын қалай ұстап жатырмыз? Осы шынар ағаштарды шығарып, фокусты бұрғызып жатырмыз. Азаннан, таңнан бастап жүргіземіз. Әйелдердің өзінде құмарлығы басым. Кола ішіп қояды, ол да құмарлық. Рас қой. Нан жейді дегенде, бұны қарапайым дүниемен жұмыс жасап жатыр. Енді қараңыз, бұл жерде біз маятникке ілініп қалмауымыз керекпіз. Маятникті қазіргі таңда психологтар триггер деп айтады. Бұл маятник деген сөз физикадан шыққан сөз ғой. Мына философиялық, мына рухани философиялық тұрғыдан айтатын болсам, бұл мынау қозғалыстың сипаты энергиямен, қараңыз, қозғалыстың мына энергиямен, мынау айтады ғой, қозғалыстың сипаты эмоцияның, мынау эмоция қозғалады ғой, сол кезде сыртқа шығатын бір несі, сигнал, символы. Өздеріңіз білесіздер ме, қалай айтсам болады, жеңіл түрде түсіндіруге тырысып жатырмын. Теңіздің үстінде бір қозғалып тұрады ғой, толқын болған кезде маятник қозғалады. Сол секілді ғой бұл. Ал теңіз қозғалмаса, маятник қозғалмайды. Біздің эмоция да сондай. Біз сол эмоцияда сол маятникке сигнал беріп қоямыз. Мысалы, сіз тамақ ішіп отырсыз, и мына көршіңіз өзінің несін жүргізіп жатыр, жаңағы ремонтын, и сізге кедергі келтіріп жатыр. Сіз не? Маятникке іліндіңіз. Негатив, яғни жағымсыз. Солардың бәрі не жейді? Энергия жейді. Кім жейді? Ал енді сұраққа жауап беретін болсам, сіздер білет семинарда естідіңіз. Адам дүниеге келгенде 6 мақұлығымен келеді. Оның ішінде періштесі бар, анау шәрпі бар, шайтаны деп айтамыз, одан нәпсісі бар деген секілді. Ал олар не үшін келді? Мына өмірде, мына адасып кетпеу үшін, нәпсімен күресу үшін, нәпсі күрескен кезде бізде рух шығады. Сол үшін Алла тағала біздің жанымыздың қасынан байлап қояды. Ал енді сізге бұл шайтан білет. Қай жерден әлсіреген кезде энергия алу керек екен. Олар энергияны жинайды. Өзінің бағытына жұмсайды. Өйткені олардың да тапсырмасы бар. Мен кезінде осы қыздарға айтамын ғой, кәсіпкер болып жүріп, осы білім алған кезде маған осылардың түрлерін үйреткен ұстаздар. Сосын ойлайтын, мен не үшін бұларды үйреніп жатырмын? Маған не қажеті бар? Маған ақшаның көтеретін жолды үйретудің орнына бірінші осыдан бастау керек екен ғой. Өйткені эмоцияның жүрген жерінде солар бар екен де. Сізді азғыратын, құмарлыққа алып келетін де, алып кететін де, айналып келгенде осы эмоцияның түбінде солар отыр екен. Көріп біз сол үшін осы рухани азықтарды қосымша алып отыруымыз қажетпіз. Қанша дегенменде оборотыңыз үлкен болғанның өзінде де біз осы білімдерді алып отыруымыз қажетпіз. Сонда қараңыз, міне сол маятникке әйел адамдар ілініп қалады. Енді қараңыз, ол шай ішіп отыр балаларымен, жолдасы ішіп келді. Иә, сол мезетте фокусты бұрып жіберу керек. Жолдасының атын жасау ма? Құлағыңызға наушник тағуды үйретеміз. Тақ. Өзінің тыңдайтын дүниелері бар, соны тыңдатамыз. Мына ер азамат өзі кіреді, шығады. Қиын, оңай емес бұлмен жұмыс жасау. Қайтадан өзі кірген кезде қанша эмоция көтеріледі. Соның бәрін аңдып отырады олар. Барата энергияны жиып алады, шәріптер. Содан әйел әлсірейді. Әлсірегеннен кейін әйелдің бойында организм энергия бөледі. Нұр энергия бөледі, мынау жан. Соның бәрін организмге керек энергияларын бәрін ағзаны жұмыс жасатып отыратын энергияны аналар алып кетеді. Содан кейін әйелдің бойына жаман ауру қояды. Әркімдікі әртүрлі. Содан ана кітапта жазылғанда организм берет от клетку энергию, клетка берет от организма энергию дейді. А когда человек попадает в маятник, жаңағы орысша ол жақта жазылған. Сол кезде сол энергияны ана алып кетеді екен. Міне бұлардың бәрі ғылыми дәлелденген. Өзім өткен тәжірибеде осыларды өткіздім әйелдерде. Содан анау ашуланған кезде бүкіл энергияны алып кетеді екен олар. Олар біледі, шәріптер, оларға энергия керек, олар 7 күн сайын келіп тұрады, энергия алу үшін. Оларда азық керек қой. Сосын әйелдің көңілін түсіреді. Жаңағы маятникті қозғайды. Енді маятник негатив жүрсе, олар тартылады. Сол маятникті қозғамаңдар деймін. Тыныш отырыңдар. Сол қозғалмаған кезде әйелдің бойынан сабыр пайда болады. Яғни, бұл жерде енді нәпсіні айтып кетейін. Қараңыздар, нәпсі
ол қалау. Қазір жай түсінеді адамдар. Қалау. Оны бізге денемізге не үшін берді? Жаңа айтып кеттім, адам өзінің нәпсін тәрбиелесе, біздің бойымыздан рух шығады. Нәпсі тәрбиеленбесе, рух шықпайды. Енді қараңыз, адам бірінші ой келеді. Жүр, мына бір казино шығыпты. Ойнамай-ақ қой. Жай ғана көре салайықшы дейді. Содан адамға ой келген, ой барлаушы ғой. Ойланады. Давай ойланып көрейік дейді. Артынша нәпсі оянады. Неше, бұлардың бәрі андай бір не секілді да? Бір-бірімен байланысты. Байланысты. Өйткені мен адамның табиғатын бала кезімнен зерттедім. Содан нәпсі барсақ барайық дейді. Ал барғаннан кейін бірінші қараңыздар. Мынау ойындар, казино, нелер бар ғой, букмекерский компаниялар, барлығы құмар ойындар шығарғандардың бәрі ең басында дофаминді көтереді. Дофамин ол гормон. Миға сигнал апаратын, яғни химиялық зат. Дәмін көреді, дейді. Міне жасушаларға, нейрондарға атып барды. Ол білмейді, жанынан жақсы екенін білмейді дофамин, тек миға сигнал апарады. Содан екінші рет барады, кел, ұтасың, қайтадан дофамин қайттан көтерілді. Әлі нәпсіге ілінген жоқ. Үшінші барады, үшінші дофамин қайттан көтерілген кезде нәпсіге ілінеді. Нәпсі пока тыныш отырады. Нәпсіге ілінгеннен кейін, екеуі дос болғаннан кейін нәпсіде құмарлық пайда болады, тәуелділік. Көріп жатсыздар ма? Бірінші дофаминді көтеріп алады. Міне, разгон, энергия, миға сигнал апарады, жасушаларға апарат. Ал біздер керісінше жұмыс жасап жатыр қазір. Былайша айтатын болсам, дофамин түсініп жатсыздар ғой, ол гормон, миға, жасушаға, нейрондарға сигнал апаратын зат, химиялық. Бұның көрсеткіші жоқ былайша. Мынау былай мысал ретінде айтқанда, бұлардың мынау шкаласы жоқ. Жоқ деп айтқанда, біз соларды нормаға алып келеміз. Яғни, білім бір деп айтайық, бірде норма төмен. Яғни, ол кезде, мысалы, дофамин алып қалды ғой. Енді ол ақша жоқ баратын. Бірден төмен түскен кезде ломка басылады. Қол аяғы дірілдейді. Міне, не істеймін. Адам соларды шыдатып үйретеміз қыз-келіншектерге. Шыдаңдар. Бірақ өздерінің бірінші күші, әйелдердің күшін жинап аламыз бірінші. Кәдімгі әйелдермен 30 күн жұмыс жасаймыз. Өйткені аналармен күресу үшін әйелге күш керек. Маятникке ілініп қалмауың керек сіздер деп. Нәпсін жөндейміз, сабырға келеміз, сол кезде біздің бойымызда күш пайда болады. Міне, маятникке ілінбейміз, аналар бізден энергия жемеу керек. Сонда қарасаңызшы, бұл үлкен дүние да мен жұмыс жасау. Үлкен жұмыс. Мынау бірге түскеннен кейін ашу болмайды, ломка болмайды. Ер азамат оны айтады ғой, ештеңеге зауқы болмайды, тек жатады. Өмір қызық емес, бар, кет деп айта береді олар. Мен бармаймын ешқайда, жемеймін ештеңе. Өмір қызық емес, өмірден кетемін. Өйткені дене қозғалып жатыр, ломка болып жатыр. 7 күн шыдаңдар деймін. Музыканы қойыңдар құлақтарыңа, тынышталыңдар деймін. Одан кейін дофамин жоғарылаған кезде адамда тез бол ашуыза басылады, эмоция. Ол кезде ұрып жіберу мүмкін. Сол үшін шамалы оборона ұстап тұрасыңдар деймін. Ұрмайды, ондай қаттыға кетпейді. Әлсіз ғой, бірақ сонда да мына іштегі не ашуыза, мына тез бол, мына айтады ғой, тез әкеп бер, ләззат хочет, ләззатты қалап тұр. Өткенде нәпсі қатты қалап тұр. Нәпсіге тәуелділік ілініп кетті ғой. Сол үшін біздің мына шкала қай жерде тұру керек? 1 мен 2-ге. Сол үшін әйелдерді көбінесе осы 1 мен 2-ге алып келеміз. Яғни табиғи дофаминді көтереміз. Табиғи дофамин қандай да бір бизнесқа міне құштарлық алып келеді. Мысалы, кітап па? О, кітап. Не көрсе дофамин бар. Өзіміз көтереміз табиғи. Спортқа шұғылдандырамыз, бассейнге жібереміз, серуендеуге жібереміз. Солардың фокусты бұрамыз. Яғни өзіміз дофаминді, мына жаңа айтқанда ғой, жағымды дофаминді көтереміз. Не ол? Ер азамат ішпесе, ол жұмыс жасаймын. Отыр ана жерге. Дофамин үлкен да, ер азаматқа әлі келеді. Оның сөзі өткір болады әйелдің. Сол үшін мына білім қазір мысалы біз сол әйелдердің табиғи дофаминін көтереді. Байқайсам, мысалы, Айгерім Сейфуллақызының біз эфиріне дофамин көтеріліп жатыр. Құмарлық емес қой, бұл пайдалы дофамин. Сол үшін біз қазіргі таңда сол пайдалы дофаминдерді көтереміз. Мысалы, торт жегің келіп тұр ма, тез арада су іш. Темекі тәуелді басталды ма, қолың дірілдеп жатыр ма, міне барда қолмен жұмыс жасай сал. Бір 10 минут шыдап басылады. 10 минуттан кейін басылады. Ойын құмарлық кетіп баратсыз ба, мысалы, ер азаматтарға өздеріңізге де құлақтарыңызға күміс сырға, алтын сырға ол естімейтін, күміс сырға еститін. Күміс сырға басталып жатыр ма, мысалы, темекі де тәуелділік қой. Жауапкершіліктен кету ғой, әлсіз адамның бойын әлсіретіп жібереді. Сол 10 минут шамалы кідіре тұрып барып шегу керек. Сөйтіп ол кетеді.
түсінікті жатыр ма сіздерге? Сосын мына одан тағы не бар? Ішімдік, арақты көрді ма, фокусты бұрып жүреміз. Бар да баняға барып кел. Сөйтіп дофамин көтерілген кезде нәпсі әлсірейді. Көрдіңіздер ма? Нәпсі кетеді, дофамин жақсарады. Бұлмен жұмыс жасау өте, былайша айтқанда, білім болса оңай. Бірақ білім болмаса шамалы әйелдерге күш береміз. Енді Айнұр ханым қараңызшы, бұндай жұмысты көп жасамайды, ажыраса салам деп ойлайды. Ажырастым, ол адамнан мен құтылдым, ол тәуелді адам мен өмірімде болмайды деп, қазір ажыраса салып проблемадан қашады. Иә, ондай өте көп. Рухани деген қараңыздар. Ер азаматсыз әйел адам өмір сүре алмайды. Екеуі бір-бірінің былайша айтқанда қуатына тәуелді. Алла солай жаратты да. Егер рухани жақтан айтатын болсам, біз ер азамат біздерге керек. Елімізді қорғау үшін, шекарамызды қорғап отқан солар. Мынау елімізді кезінде аталар жаудан алып қалған солар. Біз оларды жамандай алмаймыз да. Жай ғана тәуелдікті шығарып берсек болды. Біз олардың бірінші қадір құрметін көтеруіміз керекпіз да. Міне, біз қанша дүниені біз мойнымызбен көтергенмен де, былайша біздің қолымыздан көп зат келе бермейді. Мынау алып үлкен зәулім үйлерді салатын солардың күші. Тыныш ұйқымызды беріп отқан солар. Рас қой, біз оны мойындауымыз қажетпіз да. Міне, елімізді тыныштан ұстап отқан солар. Қазіргі таңда жай ғана әлсіреп баратыр да. Біз сол әлсіреген кезде біз оларға жауапкершіліктен біз қашпай қол ұшымызды беруіміз қажетпіз. Бейжай қарауға болмайды, өйткені артымызда ұрпақ келе жатыр. Ер деген ел үшін туады, ел үшін өледі дейді. Ол қандай болу қажет дейді. Сол үшін ер азамат көбінесе ақылмен жұмыс жасау керек. Яғни ақылмен жұмыс жасаған сайын парасат ақыл көтереді дейді. Оны көтеретін әйел айналып келгенде. Жайдан жай ер азаматтың ақылы ашылмайды, парасат ақылы. Яғни біз эмоцияда шешім қабылдаған кезде ер азамат бір-ақ сөзбен айуа болмайды дейді. Өйткені ода парасат ақыл, жаңа ақыл, қатты разум бар да. Бірақ солар қазір не өшіп бара жатыр да. Мына ажыраса салу біз артымызды ойламауымыздың, яғни арттағы ұрпақты ойлауымыз қажетпіз. Ажыраса салу жеңіл, бірақ ауыз сөз. Барасыз 6 ай, сізге 2 ай уақыт береді, ажыраса саласыздар, бірақ ол жерде бала не болады? Баланың көз жасы не болады? Баланың сағы не болады? Бала деп ойлайтын кезінде, мама, бала деп мен өмір сүрем ба? Мен де өзім жеке өмірім бар ғой деген секілді қазіргі таңда бар ғой. Ай балам-ау, сен кетесің, мыналар не болады? Сен мықты қылып мен жараттым ғой. Сол үшін білім алсаң, бәрі өзінің орнына келеді дейді. Міне, бұл енді бәріміз бір сынақтан келіп барып шығып отырып қой. Алла басымыз тәжірибемен өткізбесе, бізді бүйтіп отырғызып қоймайды. Үлкен оборотқа да жеткізді. Ол оборот көтерілген кезде көтере алмаған уақыттарда болды деген секілді. Сонда екі мына бас қараны қостым дейді Құдай. Енді бірге ағару ол сендердің міндеттерің дейді. Бірге ағару деген нәпсіні тәрбиелеген кезде адамның жаны тазарады екен. Сонда адам бұл мектеп қой, отбасы деген. Сен оны өте алмасаң, әрі қарай оны балалар да өте алмауы мүмкін дейді. Егер мен өзім өтсем, мен бұл қызымнан табылмайды. Көріп жатсам, бұл өтпесе әрі қарай жалғасып кете береді екен да. Әкесінен құтылғанмен ештеңе шешілмейді дейсіз ғой. Мен де сөйтіп ойлайтын, мен кеткен жағдайда ештеңе болмайды. Содан кітаптарды оқи бастаған кезде, сөйтсем әрі қарай бір баланың бойынан табылады екен ғой. Сен өтемей мына өмірдің тәртібін, яғни өмірдің заңын, мына өмірдің мектебін өтпейінше, сен піспейінше, шыжғырылмайынша өзің, ол әрі қарай жалғасып кете береді екен. Қыздан да табылады екен да. Одан да өзің білім ал, пісіп ал, балаларыма жалғаспасын, балаларым жыламасын. Мен не үшін оларды жаңағы тастап қоюым керекпін? Тәуелділік деген не? Оңай қолмен жұмыс жасау. Ол ғана жай нәпсі ғой. Жай ғана нәпсі инструмент, құрал. Сол не құралды мен басқара алмайым ба деген секілді адамның бойынан мықты дофамин шығу керек та. Болды. Бүгіннен бастап мен отбасыма жауапкершілікті аламын. Әрі қарай немерелерім жыламау үшін, менің әжеммен, атаммен мақтану үшін, осындай баланы, осындай әкені дүниеге әкеп берген үшін бала әрдайым бүйтіп көкірегі жоғары болып жүру қажет. Әкесімен, ата-анасымен бала мақтану қажет. Жерге қарамау қажет. Оны қарататын тек нәпсі. Сол үшін біз бұл мектеп, бұл университет, біз сол университетті үздік аяқтауымыз қажетпіз. Жаңағы
әйел дана болса, мына ол ер азамат оны ұрмайды. Әйел білімді болса, ол ер азамат ешқашан қолын көтермейді. Мына біреу айтады ғой, біз қамшыны не үшін ілген қазақта дейді. Мен осыны айттым ба, қамшыны ол әйелді ұру үшін ұрмаған, ілмеген. Ол отбасында міне жындар кіріп кетпеу үшін. Ол отбасында міне ер азаматтың барын дәлел ретінде ілген. Оның өрімдері бар. 6 өрім, 12 өрім деген секілді, жоқтап айтқанда. Сол отбасының басы бірігіп, міне шаңырағымыз жоғары биікте тұрсын деп өрген. Қазіргі таңда кеше естіп жатсам рилста, ол әйелді, ол қамшыны әйелдерді зекіп алу үшін, нұқып алу үшін, ұру үшін. Міне көрдіңіздер ме? Мына өзге білімдер мына әйелдерді, ер азаматтардың санасын улап жатыр. Өзімнің үйімде сол қамшы неше жыл ілініп тұрды. Әкем 83-ке келді. Сол қамшыны ешқашан анама не қылмапты, көтермепті. Оның несі бөлек, жаңағы тарихы бөлек қамшының. Міне білімсіздіктің түбі неге алып келатыр. Сол үшін біз жаңа отбасына келіп тіреліп тұрық қой. Барынша отбасын ұстауға тырысайық. Өзің үшін өмір сүр, өзің үшін. Жоқ, ол бәрі батыстың білімдері ғой. Біз олар өзінің отбасын ойламайтын шығар. Біздің қазақ деген қазағын әйелін жылатпаған, өзінің ұрпағын жылатпаған, біздің қанымызда тұрған дүниені біз аяқ асты қыла алмаймыз. Мен де сол батыстың білімдерін кезінде шетелде 6 жыл оқыдым ғой. Сол кезде мен оны ұстай алмайды екен. Өйткені мен тектін тұқым. Әкем үйретпеген дүниені мен не үшін олар тыңдауым керекпін? Иә, өйткені өмірде де болды, бізде де. Тоқпақ болды. Маған келіп бүйтіп, жаңа нан мен майды ешкім алдыма әкеп берген жоқ. Бірақ білімдің арқасында міне бойымызға үлкен күш қуат пайда болды да, үйде үлкен береке бақ қонды десек болады, әуелі Құдай. Сонда бұл отбасы деген мектеп. Бірге қарайдыңдар ма? Енді бірге ағару. Ал бірге ағару деген жанды тазартып, маған Алла тағала қайтып кел дейді. Болды, өзіме мен сені әппақ қылып жібердім, енді әппақ болып қайтып кел дейді, жаның тазартып дейді. Сол үшін әйел адам көбінесе босағаға тиеді дейді. Ер азаматқа тисе, ол ажырасып кетеді. Сол үшін босағаға тию, 5 баланы алып келдің ба, енді қорықпа деймін әйелдерге. Міне, ұрама қазір, шегема 6 ай демалып алыңыздар. Бірақ мына айтады ғой, ажырасуды құптамайды Құдай. Бірақ құптамаймын дейді. Сол үшін кем дегенде 6 ай демал дейді. Бөлек көр дейді. 6 айдан кейін бір-біріне деген сағыныш басталса, әрі қарай өмір жалғасады дейді. Егер ол әрі қарай не қылмаса, жаңағы сезім оянбаса, 6 айдан кейін өзі бәрі шешіледі дейді ғой. Ол рас. Ол мына айтамын ғой, дәлелденген бұл. Мына жердің бетін қар басса дейді. Әйелді жерге теңеген ғой. Мәшһүр деп атамыз. Шал ақын айтады, әйел қандай болу қажет деген кезде, ол Умай ана секілді әйелдің идеалы жер болған. Жер өте байсалды, биязы, сондай көркем мінезді, сондай бір салмақты адамға теңеген әйел адамды. Мынау сараптап сөйлеп, аузын бар екен деп жаңа айтып жатырмын ғой, сөйлей бермейтін, сүзгіден өткізіп барып сөйлеген әйел адамзат. Ер азаматты қозғалысқа, яғни міне айтады ғой, төбеге, мынау қозғалыс, мынау айтады ғой, аспандағы мынау неге теңеген, жаңағы жерге теңесе, оны көкке теңегенді. Сол үшін ер азамат әрдайым қозғалыста жүру керек. Қозғалыста жүрген кезде ол ширақтанады, ол піседі тәжірибемен. Мына жердің бетін қар басқанда дейді, 6 ай қар басады ғой енді кезінде. Мына жер ана сағынады екен өзінің көгін. Тез көк болса екен, жердің бетін бәйшешек атса екен, мына көгін сағынып жатыр да. Сол 6 ай екен да. Сол 6 ай шыдасаңыздар, әрі қарай бәрі өзінің орнына келеді. Сонда күн шыққан кезде, қар еріген кезде, мына жер ана қуанады екен. Жердің бәрін бетін бәйшешек, мына бәйшешек шыққан кезде сол көк, сол ер азаматқа теңеген ғой, сол ерім келді деп қуанған екен да. Сол үшін ер де, әйел де бір-бірінің, яғни өзінің қуатсыз, бір-бірінен қуат алады ғой. Өмір сүру өте қиын. Өте қиын. Мына айтады ғой, не үшін бірге қартаю қажет дейміз. Ертең бізге қартайғанда, мынау меже жас деп айтамыз ғой, 63-тен асқаннан кейін балалар өзінің отауларын құрып кетеді, әрқайсысы өзінің бұйымтайларын алып кетеді деп айтамыз. Сол кезде мына адамға, үлкен кісілерге сөйлесетін адам керек. Бойдағы
міне қуатты шығару үшін. Өйткені күнде қуат келеді, енді біз сонымен шығарып отыруымыз керекпіз. Болмаса ол ішке қалып қойса ол қуат, біз былай айтқанда көлге, сасық көлге айналып кетеміз. Сол үшін арасында ұрсатын өзіңнің шалың керек. Ішіңдегі мұң шығаратын, жаңа ойыңды айтатын шалың керек. Сол айтқан кезде байқайсыздар ма, артынша ұйықтайды. Үйге сөзге келіп алады, бұлқан-талқан шығады да, содан шамалың рахаттанып ұйықтайды. Өйткені не? Мына іштегі Алланың берген нұрын шығарып отырады. Ол тұрып қалса, ол ауруға айналады. Сөйлеспейді ғой көбі. Сөйлеспейді. Сосын іштен тынады, ауырады. Ал сол үшін айтып тастайды да, шамалдан келе шал, екеуміз отырып шай ішеміз. Бала тыңдамайды. Немере ой әже қош дейді. Сол үшін бізге сондай шал керек. Қартағанда шай ішіп отырып әңгіме алмасатын, міне сол ихсан энергиясы дейді. Ихсан нұры дейді. Ихсан нұры айналып не бір-бірімен беріп, алысып сөйтіп отыру қажет. Ал енді қаяқтан тағы күш алады десеңіздер, бала немере баққан кезде үлкен кісілер күш алады. Сол үшін міне шал не үшін керек бізге? Айналыс, ихсан энергия айналу үшін қажет. Ішіндегі мұңын айту үшін қажет. Әрі қарай ол демалады, екінші Алладан тағы нұр келеді, содан кейін немере бағады, немере фокусты бұрады, сол кезде қайтадан адамның бойына күш пайда болады. Міне біреуіне береді, одан немереден алады деген секілді. Бұл өмірдің заңы. Жалғыз келдім өмірге, жалғыз кетем. Жоқ. Ол былайша айтқанда болмайтын адаммен өмір сүргенше. Қазір қыздардың айтатыны. Мен одан қорқам. Жалғыздық тек Құдайға ғана жарасқан, ол соған тән дүние. Ал өзім Құдай Алла тағала бетін әрмен қылсын деймін. Алла жалғыздықтан сақташы деймін. Серігім қасында мәңгі жүрсінші деймін. Иә, әйтеуір бәріміз бір қонақпыз ғой, Әйгерім ханым. Қазір бар адам, қазір жоқ. Ертеңгі күнімізді білмейміз. Қадір құрметімізді бүгіннен бастап, жаным, сен менің өміріме келгеніңе шүкір. Сенің бар болғаныңа шүкір. Мен көп затты түсіндім. Мен көп нәпсім мына сұрай береді екен. Менде қанағат жоқ екен. Әйелде көбінесе қанағат болмайды табиғатында. Сол үшін білімді болған кезде бар, әйелде қанағат пайда болады. Артық кетсем кешір. Кеткеннен кейін бәрі бекер. Жерде дөмпиіп жатады, бәрі көміп тастайсыңдар. Иә, оның орнын толтыра алмайсыздар қайтадан. Өмір бітті. Бар болғаны Құдай бір ғасыр өмір берем дейді, бір ғасырға жеткізсең де шүкір 90 жас берем дейді. Соның өзін дүние мүліктің, қу дүниенің соңына кетсең, ол өзің кінәлісің дейді. Ертең менің алдыма келесің дейді. Ұжданыңнан не алып келдің дейді. Ұждан деген амалдар ғой, иман істер, салих амалдар. Не алып келдің? Жолдасыңды ол ренжеттің, әкеңе ол қарсы келдің, енеңнің бетіне итердің, көкірегінен ұрдың дейді. Соның бәрін жауап бересің дейді. Одан да мына түсініп өмірді, заңын бұзбай, алдымызға Алла алып келді ма, соны қабылдап, міне тәрбиелеп, идеал хан қылатында айналып келгенде әйел. Ер азаматтың, жаман ер азамат жоқ, оны да жақсы қылатын әйел адамның қулығы дейді. Мен әрдайым осыны айтам. Ер азаматқа күш берген әйел адамзатына не жаңа айтады ғой, қулық берген. Егер әйел адам қулығын айлаға асыратын болса, 70 есектің күшін артам деген. Егер сен сол қулықты айналайын, жаным, мен сен түсініп отырмын. Сол жаймен деп білім алып, тікелей эфирлерді. Ол өткен ізгіліктің қулығы ғой. Сен пайдалансаң, сенің әрдайым жолың ашық, ұрпағымен бай боласың дейді. Ал ер азаматқа қулық салынбаған, ол алдай алмайды, ол турасын айтады. Ода Алла тағала тек күш берген. Сол үшін біз алдап сулап қолымызды пайдаланып, жаманды жасырып, мына отбасының дүниесін жан-жаққа шашыратып айтпай, иә, барлығын жақсы көрсете алсақ, иә, біз өзіміз сабырға келеміз. Сабыр деген ол бөлек дүние, сабыр деген ол анализ, яғни аналитический ум деп айтамыз, ол біліммен ғана келеді. Қазіргі таңда әйелдердің көбісі көнумен өмір сүріп жатыр. Көнудің түбі ауруға алып келеді. Көну ол білімсіздіктің нышаны. Сол үшін мен білім ал демеймін. Жай ғана тікелей эфир тыңдап отырсаңыздар, сіздердің бойларыңыздан сабырдың дүниесі міне табыла бастайды. Сабырлы әйел бұл эмоциясында басқарылады. Сабырлы әйел қандай да бір нәпсіні басқармайды, ақыл басқара бастайды. Сабырлы әйел өзінің не керек екенін біледі. Сабырдағы әйел мақсатына қол жеткізе алады. Сабырдағы әйел ол балаларының міне әрдайым қуанышына себепкер болып отырады. Біздің мақсатымыз осы ғана. Әйел жыламаса, ер азамат ерлі, осы елімізді қорғайтын сондай бір жігерлі ер азамат болса дейміз. Мына қазіргі таңда жаңа сұрағыңызға жауап берейін. Ердің қадірі кетіп бара жатыр. Өйткені жаңа айтып отырмын, құмарлығы көп. Ақша түссе болды, құмарлыққа кетеді, буын көтере алмай жатыр. Не болмаса жұмыс істемейді. Жұмыс істемейді. Бұл
Құдайдың алдындағы рөлі, жаңа енді әйелдің рөлін айтып кеттім ғой. Ердің рөлі табыс табу, мал табу. Мал таппасаң, үйдегі баланың да алдында қадірің болмайды. Ал сол ердің табыс таппай жатуы әйелдің ниетіне байланысты ма? Ол да бар. Оны айтам, осы жерге де тоқталып кетейін. Мына енді ердің рөлі қандай десеңіздер, мал табу деп айтып жатырмын ғой. Мал таппасаң, әйеліңе де балаңа да қадірің болмайды. Сол үшін ер азамат түзде жүріп, мал тауып, ақша тауып, үйге алып келіп, әйеліңді жылатпаған кезде сен маған жағасың дейді Құдай. Қазіргі таңда психологтар айтып жатыр ғой, өте қымбат киім ки, іш киім ки, ерді аяма, сен сол үшін алды ғой деген секілді. Оның бәрі надандық. Иә, оның бәрі надандық. Мен бетіне айтайын, қандай адам болса да маған ренжуі мүмкін шығар. Біздің табыс көзімізден айырдыңыз деп. Бірақ біз бұның бәріне бейжай қарай алмаймыз. Иә. Өзің ер азаматың далада такси болып кешке дейін 50-30 мыңды әрең алып келеді. Сен оны барасың да, сен міндеттейсің. Ол ер азамат өзінің міндетін біледі, уайымдамай қойыңыздар. Оның қанмен келген, ақша табу деген, қанында бар, Алладан келген. Оны ұйықтатпайды оны. Бірақ әйел адам сауатсыз болса, бар бей-берекетсіз ол ақшаны мақсатсыз жұмыс жасаса, мен жаңа айттым ғой, ортақ меннің жоқтығы кіші меңдер жеңбеу керек дейтін. Ортақ мен деген ортақ бір мақсат болу қажет. Міне, біз биыл үй саламыз, келесі жылы көлік аламыз, келесі жылы кәсіп ашамыз, баланы оқытамыз. Сол кезде кіші меңдер әлсірейді. Кіші меңдер деген нәпсілер әлсірейді. Мен аяқ астынан айфон алам, мен аяқ астынан Дубайға баруым керекпін, әке деген секілді ондай тараптар болмайды. Міне, әке ортақ мен кәсіппен айналысамыз, сен ол жақта осындай боласың, сен ол жақта грузчик боласың. Міне, нан табуымызға жетпіз. Бұл өмірде мал табу ол ер азаматтың парызы. Мал таппасаңыздар, әйелдің де баланың алдында қадір құрметіңіз болмайды. Ол әйел адамзаттың көзінен жас кетпейді. Жас кетпегеннен кейін барады да, Құдай сен сынға алады. Не үшін жылап отыр? Енді жауап бер дейді. Міне, сол үшін қазіргі таңда мына екі әйел дегендер бар ғой, қазір көлден ең шығын. Мына біреулер айтады, шариғатта бар, 3 әйел алу, 2 әйел алу. Ол олай жазылмаған ояқта. Қай уақытта 2 әйел аласың? Сен әйелдің 9 құзыреттілігі бар. Міне, 9 потребность айтамыз ғой. Соны жабалған кезде ғана барып. Әйелдің өзі рұқсат берген кезінде бәйбіше. Сенің мына қаның таза ғой. Билердің ұрпағы көбейсін. Мына сенің жасың ұзарсын деп әйелдің рұқсатымен бәйбіше рұқсат бермей қоймайды, береді. Бірақ данада өзінің жан дүниесімен беру қажет та. Көз жасымен емес. Көз жасымен әкеп, міне, екінші әйелімді қара. Болды. Әйел ішке тығылған кезде, әйелдің көзінің жасы аққан кезде, сенің тапқан табысыңның берекесі болмайды дейді ер азаматқа. Сен миллиардтап таба бер. Егер сенің әйелің үйде бәйбішең жылап отса, мына ақшаның жұғымы болмайды дейді. Сол үшін бірінші ер азаматтарға не айтайын, мен ақылшы емеспін, мен бұл қазақтың ілімдерімен айтып келе жатырмын. Ең бастысы ортақ мен, әйелмен міне бірігіп мақсат жазу, кіші меңдерді біліп алу. Міне 1 жылдық стратегия, келесі жылға не істейміз? Ол кісі қайдан білім алыпты? Қандай дипломы бар деп өткенде менен сұрады. Менің дипломдарым айтатын болсақ, ол бізге мәртебе емес. Регалий деген өмірдің жинаған, ол бізге мәртебе емес. Бізге беріп жатыр, профессорлар да ұстанып, алыңыз мынандай 10 диплом болғанмен де, сенің бойыңда қасиетің болмаса, ұлтым, қазағым, жерім деген мынау рухым болмаса, ол дипломның 5-ақ тиындық құны бар. Міне, сол үшін маған да айтам, маған сіздердің дипломдарыңыз қажет емес. Тұр, қызыл дипломның түр-түрі. Бәрін жинап қойғанбыз. Ең басты жүректегі рух болу қажет. Елім, жерім, не істей алсам екен әр қазағыма деген, әр ұлтыма. Ол қазақ ұлт деп бөлмейміз біз. Қарақалпақстанда отыр, қытайлықтарда отыр, бәрі алып жатыр білім. Сіздің жүрегіңіз, міне, біл, ол неге қарамайды, дипломға қарамайды. Бала кезден бойыңыздан сіңірген, міне, әкенің қанында тұр. Әкенің берген білімінде тұр. И ананың бойынан, сүтінен келген, міне, көркем мінезбен барлық білім ананың сүтімен кеп тұр. Болды. Маған ешқандай дипломның қажеті жоқ. Қазіргі таңда сізге диплом керек па дегеннің өзінде де, маған беретін норма бар атын, оқысын диплом, маған қажет емес. Мен былайша да бітіріп шығам, бірақ маған бір қағаз ештеңені дәлелдемейді. Оның бәрі жүректе болмаса, бәрі бекер. Бірақ сіз Лондонда, Швейцарияда
Кипрда, Иә, өте көп Ресейде қалаларда оқыдым. Москвада оқыдым, Лондон, Швейцариядан білім алдым. Джо Диспенза, Майкл Роуч, батыстың барлық білімдерін, міне тарихат ілімдерін, сопылық ілімдердің бәрі сол тарихаттың ішіне кіреді ғой. Катарда, Ливке қаласында алдық, Москвада оқыдық, барлық қалаларда, Турцияда да білім алдық. Ол мен үшін мәртебе емес. Білімнің саны көп қой. Оның бәрі жүрекке түспегеннен кейін бәрі бекер. Ең бастысы жүрекке не түседі, сол ең мықты құрал болды. Сол үшін мен көп жағдайда айта бермеймін осы. Просто сол кісілердің инструменттерін пайдаланамыз, халыққа береміз, өйткені олардың бәрі жұмыс жасайтын құралдар. Ер азаматтар, менің жолым жабылды, не істесем де болмайды, ақшам жоғалып жатыр, табысым болмай жатыр, оған сенің ниетің кінәлі. Сен менің жолымды жауып жатырсың деп айтады екен әйелдерге. Ең бірінші сонда айтып отырмын, әйел адамзаттың санасын тынышталдыру керек. Сана тынышталмайынша әйелдің бойында, қыз-келіншектердің бойында үлкен скрытый капитал бар. Ақша әйелге салынған. Ер азамат шикізат. Сол үшін, сол шикізатты көбейту үшін, мысалы бізге энергия келді, біз тынышталдық, нәзіктік пайда болды, женственность жоғалып қалғанда, кәрі әйел дөрекі болып кеткенде, сосын энергия бөлмей жатыр. Энергия жоқ болғасын, ол ер азаматтың жолы жабылады. Сол үшін әйел тынышталады, білім алады, керегін бар ма бар, жоқ па отағасы уайымдамаңыз. Осы шүкір, осыған болады. Ал егер білім алмаса, ол құмарлығы не көбей берді әйел. Ананың үйін қараш, менің үйім мынау сарайдай. Мынаның үйін қараш, өзінің біреумен салыстыра береді. Құлдық сана деген. Сол үшін бірінші мынауыңа шүкіршілік етіп ал. Санаңды тынышталдыр, даналығыңды қос, ер азаматыңа тілек тілей баста. Міне, сен қайда жүрсең де жолың болсын. Бір нан алып келсең де, оған да шүкір. Мен сөйтіп отырған кезінде, біз бұл білімдер заманға бөлінбейді. Өткен өмірдің заңы бір уақ. Сен тынышталғаннан кейін әйелдің бойынан энергия бөлінеді. Қандай? Ақшаның энергиясы. Болды. Ер азамат орнынан тұра бастайды. Бұл әлемнің барлығы, Дубай болсын, Москва болсын, әйелге деген махаббаттан пайда болған, шабыттан пайда болған не ғой? Қалалар ғой. Әйелге деген махаббат болмаса, ер азамат ештеңе істегісі келмейді. Сол энтузиазм, яғни энтузиазм деген кеше қыздарға айтып жатырмын. Эн деген сөз, я деген сөз, латындық тілмен айтатын болсам, мына тео деген сөз религия ғой, я с Богом деген сөз. Мысалы, мен әйелге деген махаббатым, шабытым, әйелдің бір-ақ сөзі, жаным, күнім келатсың ба деген бітті ғой, ер азаматқа шабыт пайда болады да, әлемді қопарғысы келеді, идея пайда болады, энергия көтеріледі. Міне, сол мына Дубайда сол энтузиазмға салынған, әйелге деген махаббаттан пайда болған қалалар. А қазір үйге келсең, әйелдің көңілі толмайды. Анау жоқ, мынау жоқ, өмірі жоқ. Сосын әрине ер азаматтың жолы жабылады. Сосын әйел адамдарға айтатын, тынышталыңыздар, саналарыңыз тынышталыңыздар, зәрулімдерін алыңыздар. Бойларыңыздан міне ақшаның энергиясы бөлінеді. Ол дәлелденген. Содан кейін ер азамат орнынан тұра бастайды. Мен бүгін жолым ашылды. Бүгін бір жолдасын кездестірдім. Маған жұмыс тауып берді. Жүр одан да менің компанияма. Осы жерге кірді, осы жерге бір бөлім басшысы болды. Көріп жатсыздар ма? Өйткені әйел тынышталды ғой. Көріп жатыр, міне біздің энергия кетті. Бұл дәлелденген. Мен бұны тағы да оймен алып отқан жоқпын. Өйткені тәжірибе түрінде бізде кейстер өте көп. Ер азаматтар осыны естіп алған ғой, сосын әйелдеріне айтады екен сөйтіп. Сен менің жолым жауып жатсың. Жоқ, ол жерде әйел кінәлі емес, жолы жауып жатқан. Ол ер азамат, әйел анау-мынаусын бірінші келісіп алса, ортақ менді жазып алса, пока сен тынышталып тұр, мен қолымнан келгенше жүгірем. Анда жүгірем, ана есікке барам, мына есікке барам, ұрам бәрін. Бірақ сен маған тек дұғада отыр, Құдайдан сұра, тыныштал, барыңа пока берекені келтіре тұр. Тәубаға келе тұр пока шүкіршілікпен. Содан кейін бәрі өзінің орнына келеді. Біз ана асығамыз ғой, бола қоймады, білім алды, өзгере қоймадым, ана білімді алдым, тез ақша түсе қоймады. Біз асығамыз да, ал Құдай асыққан сүймейді. Асықпа дейді. Санаң тынышталған кезде бәрі өзінің орнымен келе бастайды дейді. Бұл дәлелденген. Содан кейін әр сенің бөлінген энергияңа ер азамат шикізатқа айналдырып алып келеді. Стол алып келеді, машина алып келеді, оның бәрі шикізат. Міне, сол бізден бөлінген энергиядан ер азамат сондай бір алапат күшке, жаңағы айтады ғой, сондай бір дүние создавать етіп алып келеді. Бәрі айналып келгенде әйелге деген махаббат, әйелге деген шабыт. Сол үшін әйелдердің жүрегіндегі махаббатты оятып жатыр қазір. Міне, Құдайға деген махаббат, осы ерекше махаббат қасиет, осы бәрі бір. Қазір айтады, мен ер азаматым жеп көремін, мен көргім келмейді, бірақ Құдайды сүйемін дейді. Мен не алдап отырсың деймін. Құдайға деген махаббат бәрі айналып келгенде бір жүректен шыққан бірақ махаббат. Сол үшін бұлар мен енді көбінесе
тікелей эфирлерді тыңдай берсе адам түсінікке келеді. Көптеген тікелей эфирлерді алып тастадық, жүздей эфирлерді. Өйткені бұл эфирлерді алып коучер сата бастады, ақшаға бұрмалай бастады. Бұрмалағаннан кейін оның бойында қуаты жоқ. Адамдар тек жеңіл ақшаны ұнайды да қазір. Алата сата салған оқығысы келмейді, сыртқа барғысы келмейді, малым жаным садақасына шашқысы келмейді. Ал қазіргі адамдармен басқару өте оңай. Тобыр деп айтамыз ғой, солардың мына әлсіздіктерін пайдаланып, бәрі ақша істеп адастырып жатыр. Содан кейін бардықты алып таста. Қажет емес. Біз мына үйде отырған, біз бөліп жатқан жоқпыз. Үйде отырған қыз-келіншектер, баламен отырған, мынау ерекше балаларды қарап отқан әйелдер, бойларынан ауру шығып кетпесін, өйткені оларға күш керек ана баланы бағу үшін. Мынау жолдастары ішіп жатқан әйелдерге, мынау құмарлыққа кетіп қалған әйелдердің соларға күш ретінде берген білімдеріміз түгін. Одан мына үлкен ата ене бағып отқан келіндер бар да. Жоқ, бізде мынау потребительдер көп қой, жаңағы производительдер, тұтынушыларды пайдаланатындар. Сол себептен алып тастаған себебіміз осыдан. Өйткені көп адамдардың форматынан көре бастадық, сата бастады. Бізден алады екен да, сатап, оны басқаша алып шығарып жатыр екен. Содан кейін сондай бір өзіме бір тұжырым келдім. Мен бұны сату үшін берген жоқпын деген секілді. Сол үшін осындай подкасттарға шығайын. Енді көп адамдар шақырады, Әйгерім ханым, айналып келгенде білім керек, бір сағатта не айтып үлгерейін, айтыңыздар деймін. Енді барынша түсіндіруге тырысайын деп келген жайдым. Рахмет сізге. Айнұр ханым, тобырлық сана дедіңіз ғой бағана. Адамдар қазір ойланбайды. Бірден берген ақпаратты жұта салады. Ол түбінде қандай адам, кезінде қандай жақсылық жасап еді, әрине, қоғамға қандай пайдасы тиіп еді. Бір шалыс басты, ол сол адамнан артық жаман адам жоқ. Әрине, осындай критикалық ойлау дейміз ғой, соған қашан біз келеміз? Жай келе жатырық, бәрі жақсы болып жатыр. Әрдайым айтамын, жақсы болады деп айтамын. Мынау қой үстінде бозторғай жұмыртқалайтын уақыт келе жатыр. Ол бір жоқтап айтқанда 500 жылдай кезінде тұрды. Енді сол заман келе жатыр. Бәрі өзінің ағымымен асықпасақ болды. Бір тек дамып үлгерсек болғаны. 19 ғасырдан бері бұл тобырлық ой, Абай атамыз бұны жазып кеткен. Мына айтады ғой, айнышы ер, айналған кезде ер азаматтарымыз. Айнышы ер деген сол тобырға олар қосылып кетеді. Яғни айнышы ер деген ол кімде десеңіздер, жауапкершілікті алмайтын ер азаматтардың саны көбейеді деп айтылған. Сол үшін бұл кезде үлкен ұлттық дертті тоқтататын өзі бір білімдер шығады деген. Міне қазіргі таңда осы деп ойлаймын, енді ештеңе айта алмаймын ғой, пәлен түген деп ештеңе айта алмаймын. Тағы да шығатын шығар. Сол бұл тобыр деген әлсіз адамдар, өзіне жауапкершілік алмайтын адамдар, өзінің пікірі жоқ, өзінің ойы жоқ. Мысалы, қазір мына жерден бір адам жаман деп жазсаңыздар, оның жамандығын көрмесеңіздер де, оның сараптамай түбіне негізіне бармасаңыздар да, бірақ сіз де жаман деп жазып жіберсеңіз, сіз де сол тобырдың бірі болып кетесіздер деген секілді. Ал енді өздеріңізге сұрақ қойыңыздар деймін кей адамдарға. Мысалы, кеше сіз жақсы жағын көріп тұрсыз. Енді сіз жазғыңыз келіп жатыр еді, бірақ астында комментарийні қарасам, бәрі жаман жазған екен. Мен де жаман жаза салайын деп. Енді сіз ойланыңыз, не үшін сіз жаздыңыз? Өзіңізге сұрақ қойыңызшы. Не үшін? Ол адамның сізге зияны тиді ма? Жамандығын көрдіңіз ба? Сіз ақысына кірдіңіз, егер рухани жақтан айтатын болсам, өзіңе ол адамға қандай сен көңіл күй сыйладың, Алла тағала дәл сондай көңіл күйді өзіңе әкеліп беремін дейді. Өйткені әр адам ол Құдайдың жаны, нұры. Ренжітуге сен міндетті емессің дейді. Міне, оған сол кінәрат тиіссің ба, Алла тағала иесін табыңдар дейді. Иесі сіз боласыз деді. Міне, тобырдың ойы осы, құлдық сана деген осы. Мына қандай да бір ойдың жетегіне кете береді. Өйткені ол адамның өзінің пікірі жоқ, өзінің ойы жоқ, өзі ойлана алмайды, өзі таразыға салып сараптай алмайды. Сол адамдарды біз тобыр деп айтамыз. Кезінде ұлтымыз ондай болмаған қазақ. Әр ел, әр адам бір ел болған. Сұрақ қоясың, өзінің ойы болған, өзге адамға не керек екенін білген, оны қалай көтеру керек екен, өмірдің қалай сүру керек екенін білген. Мынау тауқымет замандар болды ғой, енді сол бастарында қай қасиет болғанда өзін шығара білген, ешкімнен ақыл сұрамаған, индивидуальность болғанда, былайша айтқанда, қарапайым тілмен айтқанда. Былайша ешкімнің санасына тәуелді болмаған. Ол елді ұстап отырған.
мал ұстаған, жайымдықтан шабындыққа көшіп отырып, сондай бір саналары парасат ақыл болған. Ал қазіргі таңда біз соларды жоғалтып жатырмыз. Енді бұны да айтуға қорқам, жұмыс жасап жатырмыз. Енді жұмыс жасап, тырысып, осы тобырдан шығаруға тырысып жатырмыз. Яғни саған зияны тимеді ме? Жазба. Жамандығын көрдің бе? Жазба. Өйткені артынша өзің өтейсің. Ол бәр дәлелденген, Әйгерім ханым. Мен жай ғана құр сөз айтып отқан жоғым. Бұл эфирді көрген адамдардың бәріне бір нәрсені ойлан деп отыр. Қандай да бір проблеманың алдында дейді, Алла тағала бірінші шешім жіберем дейді. Егер сен сол шешімге келіспесең дейді, артынша бір сынақ түрде жіберем дейді. Сол үшін сіз ойлануыңыз керексіз. Ол адамды маған не үшін көрсетті? Не үшін маған оны көр деп тұр? Мысалы, біздің эфирді болса да, не үшін көріп жатыр? Ол адамның өмірінде, мысалы, біреудің инстаграмында көрдіңіз. Ай, бұл не үшін болды екен? Бір жағдай болған шығар. Біз бір жақты шешім қабылдамауымыз қажетпіз. Біз ынсапты болуымыз қажетпіз. Хикмет деген ынсапты, екі жақтылық. Ай, мына жағынан да кінәрат болған шығар, мына жағынан да болған шығар. Біз бір тұрғыда шешім қабылдай алмаймыз. Мен ондай адам емеспін. Мен тобырдағы адам бірақ тараптан шешім қабылдайды. Ал индивидуально, яғни индивид деп айтамыз ғой, ел, ол екі жақтан шешім қабылдайды. Екі жақтан, әй, қой тыныш отыр. Оныкі де бір өзінше бір субъективті көзқарасы бар шығар. Мынаның да бір субъективті көзқарасы бар шығар. Біздің бұл жерден біз объективті қарауымыз қажет деген, мына адамның санасында осындай өзіне сұрақ туындатып отыру қажет деп ойлаймын. Сұрағыңызға жауап бердім ба? Жауап бердіңіз, рахмет. Айнұр ханым, рахмет сізге. Бізге қарбалас, жаңа жылдың алды, сіздің семинарларыңыз бірінен соң бірі өтті. Энергия қаншама кетті ғой сізде. Сондықтан уақыт тауып келгеніңіз үшін, Астанаға арнайы келгеніңіз үшін рахмет айтамын. Аман болыңыз. Рахмет сіздерге де, көрермендерге де, міне тікелей эфирде отырған кісілерге де, осы эфирді тыңдаған кісілерге де, не деймін, субъективтен объективке шығайық. Объектив деген ол елдің қамын ойлайтын, екі жақтық шешім қабылдайтын, сараптап даналығын көрсететін, осы бір үлкен өмірімізге не істей алам деген сұраққа өзін ішінде жегідей жейтін, сондай бір сұрақтар туындатып, соған әрекет жасайтын адамдарды объективті адам дейміз. Не дейміз, сол адамдардың қатарына қосылсақ, бізде бұл еліміз үлкен, 30 ел қатар емес, одан да жоғары қатарға қосылады деген ойдамын. Бізге былайша қарап отырсаң, ештеңе керек емес, бізде бәрі бар. Өзіміздің қанымызда бәрі бар. Сырттан ешкім қажеті жоқ. Біздің тек тіліміз таза, діліміз оянса, бәрі жақсы болады деген ойдамын. Қымбатты көрермен, біздің сұхбатымыз осымен аяқталды. Келесі сұхбатты күтіңіз.